мына Жылқышыбай бауырымызға рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Қалай болғанда да бұған адамның дәті ғана емес, мінезі де болу керек. Нұрсейіт бауырым, айналайын, сен жаңа заманның жаңа тұлғасысың. Қазақ журналистикасында жаңа соқпақты бастаған, биікке көтерілген әріптесіміз, қаламгерімізсің. Қазіргі біздің журналистер, кәдімгі үкіметтің журналистері, үкіметтің әңгімесін айтады. Қазір тек осындай тәуелсіз журналистердің ғана сөзін тыңдайтын болып қалдық. 500 мың адамда ол тіркелгендер, тіркелмей тығылып көріп жүрген шпиондар көп. Не айтады екен деп. Сондықтан оларды қосқанда біразға барасыз. Сонан кейін Астанаға көп келесің. Астанада ана гостиницада жатырмын, мына гостиницада жатырмын дейсің. Хабарласқан сайын сол Нұрсейіт бауырымыз гостиницада жатпасын деп, өз компаниям атынан бір пәтердің сертификатын беріп қойын деп тұрмын. Автосалондар желісіміз. Сондықтан да енді жаңа квартира беріп жатыр, мәкеңдер, Алла разы болсын. Енді бізден бір тұлпар болсын деп 200-ка көлігін есік алдына әкеп қойдық, шығып көріп соны табыстасақ. Теңіздің тереңіне батсаң ер тойла, тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла. Малтабу.kz Қазақстанның ауыл шаруашылық саласындағы заманауи сауда алаңы. Қарапайым халықтан мал және егін шаруашылығы өнімдерін, түрлі тауарларды, қызметтерді сатуға немесе сатып алуға мүмкіндік береді. Күн сайын еліміздің түпкір-түпкірінен мыңдаған адамдар Малтабу.kz қызметтерін пайдалануда. Төрттілігіңізді ауыл шаруашылық техникасын сату үшін сайтқа тегін хабарландыру бере аласыз. Қала тұрғындары соғым, құрт, май, ірімшік сияқты табиғи ауыл шаруашылық өнімдерін алу үшін тікелей сатушыға шығу мүмкіндігін береді. Малтабу қосымшасын iOS және Android платформаларында жүктей аласыз. Өз өніміңізді Maltabu.kz сайтында тегін жарнамалап, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Атам қазақта тіл көз деген бар аға. Менің жанұяма тіл тиді деп. Кез келген сұрақтан сіздер шыға аласыздар, оны жақсы білемін. Демек, некелеріңізді қимай тұрып сізге үй берді. Батырлар неге жылау көріп пе? Жазып алдың не? Қуат Хамитов Пантерез деп жатады. Оған не деп жауап бересіз? Мүмкін. Рахат мырзаға сіз бизнесіңізді бердіңіз бе ақыры? Ақыры берген жоқпын. Нұрсейіт Мәлікұлы Жылқышыбай, Жамбыл облысы Меркі ауданының тумасы. Ел тәуелсіздігінен бір жыл бұрын, яғни 1990 жылы, Кеңес одағы ыдырап жатқан тұста Кеңес ауылында дүниеге келген. Бала күнгі армандары мен мақсаттары көпшілікке белгісіз. Есейген шақтағы арманның жетегіне еріп 18 жасында Алматыға келген. 2008 жылы талайларға арман болған Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түсіп, ойдағыдай бітіріп шығады. Оқуы мен күнкөрісті қатар алып жүргендіктен күндізгі бөлімді сырттай оқып бітіруге мәжбүр болған. Журфак серлеріне тән әдетпен сабаққа толық қатыспаған. Ал 2012 жылы көк түсті дипломын ақшыл сары қолымен алған. Еңбек жолын Алматы қаласының Алматы каналынан бастайды. Одан кейінгі жылдарда үкілі ыбырай құсап, аралап, талай жердің дәмін татқан.
Атап айтқанда, Оң ТВ 31 арна, КТК, Еуразия арналарында жұмыс істеді. Асхат Асан, Қасым Аманжол, Қанат Тілеухан сынды мықтыларды өзіне ұстаз санайды. 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қамал алмайды деген сөз бар. Нұрсейіт орда бұзуға 29 жасында бел шеше кірісіп кетеді. Телеарнадан шығып, тыңнан түрен салуға ниеттенеді. Сол 2019 жылы Уақыт көрсетеді атты YouTube арнасын ашады. Тосын ойлар мен тосын сұрақтары талайларды тосырқатты. Бірден шауып кетті деп айта алмаймыз. Бастапқыда өзде біраз тасырқады. Осындай да сұхбат болады екен-ау. Осы да журналист па деп біраз адам күле қарағаны шындық. Нұрсейіт соның бәріне уақыт көрсетеді деп іштей жауап беріп жүре берді. Уақыт көрсетті. Нұрсейіттің Уақыт көрсетеді каналының тұрақты көрермендері 500 мыңға жетті. 500 000. Нұрсейіт сұхбаттарын каналына жазылмағандардың да жатпай тұрмай тамашалайтынын ескерсек, көрермен саны 1 миллион деп айтуға толық негіз бар. Оның каналы Алматы қаласы сияқты. Тұрғындары пропискада тұратындардан 2 есе көп. Сіз мақтаншақсыз ба? Оны мен айта алмаймын. Өте қиын сұрақ, Нұрсейіт. Мен шыдайын деп едім, шыдап бардым. Нұрсейіттің YouTube арнасы қазақ сайттарына таусылмас азық екені көпшілікке мәлім. Сол себепті де сайт редакторлары Нұрсейіт каналын аңдумен жүреді. Нұрсейіт біраз уақыт сұхбат алмай кетсе, ақпарат аштығына ұшырап, Мәлікұлының сыртынан ренжіп жүретіндер де баршылық. Нұрсейіт ит те бақты, қасқыр да бақты. Қайбір жылы иттер мен қасқырлары араласып кетіп, соның нәтижесінде қасқыр текті ит пайда болды. Нұрсейіт сыйлаған иттер Рамазан Стамғазиев, Берік Уәли сынды ел танитын азаматтардың үйін қорып жүргенін біреу білсе, біреу білмес. Бала күнінде үндінің «Друг бедных» фильмін көріп қатты әсерленген ол қаймана қазаққа, қыжалат адамға көмек қолын созғысы келіп тұрады. Өз қолында болмағандықтан қалталы азаматтардан алып береді. «Друг бедных» кейіпкері байлардың ақшасын тартып алса, Нұрсейіт сыйластықпен сұрап алады. Соның нәтижесінде қоңыр тірлік қажытқан талайлардың несиелерін жабуға көмектесті. Тіпті бір емес бірнеше адамның баспаналы болуына да септігі тиді. Нұрсейіт Сабырадай ағасының ұстанымындағы жігіт. Әр қазақ менің бауырым дейді, және оны ісімен дәлелдейді. Сол себепті Нұрсейіттің өзін де әр қазақ менің бауырым деп көреді. Достары да, бауырлары да көп жігіттің көрермені, бұдан да көбейе түсетіні дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар, ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Енді өз басым бірден Көктөбеде Күлтөбе өтіп жатқандай хал күй кешудемін. Қаншама тележобаларда немесе банкет, той жүргізіп жүрген азамат ретінде бүгінгі форматтағы кеш мен үшін бірінші рет. Сол себептен мен ойлаймын, сіздердің қолдауларыңыз не только Нұрсейітке, маған да ерекше қажет болып тұр. Қазақстан халқының, жалпы еліміздің дамуына сіздер соққан шапалақ ешбір әсерін, кері әсерін тигізбейді деп ойлаймын. Мүмкін болса, тем более бесплатно, қаттырақ бір қошеметте бүгінгі кешке бір демеу білдірсеңіз, рұқсат болса. Рахмет, ардақты ағайын. Әрине, қазақ біз қарайтұғын атасына, сөз саптауы қандай деп сапасына, ешбір медаль жетпейді, ешбір орден қазақтың қарапайым батасына дейміз. Олай деу себебіміз осы бір кешті асымызды адалдап алайық, кешімізді адалдап алайық деп осында отырған ағаларымыздың, көкелеріміздің арасындағы ең шоқтығы биік өзіміз сүйіп, не только біздің әкеміз, анамыз сүйіп, жақсы көрген, өзі қатты бағалай білетін ерекше жан, белгілі актер, халқымыздың халық әртісі Досқан Жолжақсынов ағамыздан бір бата алайық, одан кейін кешімізді бастаймыз деген ниеттеміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Біріншіден орта толсын. Дастарханға береке, басымызға амандық бергей. Биылға құтты дастарханның бірі бүгінгі дастархан деп ойлаймын. Дастархан басында отырған азаматтардың көкірегінде елім деп соққан жүрегі тоқтамасын. Айтылар тұғырлы сөзі тоқтамасын. Осы азаматтардың істеген ісінің барлығы баянды болып, ертеңгі күні еліміздің ұшпаққа жетуіне нәсіп етсін. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Ал енді рұқсат болса, сізге бір сый-сияпатымыз бар еді. Осы үйдің құр қолға бата жүрмейді дегендей. Нұрсейіт балаңыздың дайындаған сый-сияпаты Елжан бренд шапаннан. Енді қуыс үйден құр шықпа деген чуть-чуть коррупционный бір мақал бар. Халқымызда оны дәл осы жерде пайдаланғым кеп тұрған жоқ. Баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. Өте қуаныштымын, дән ризамын. Мен ойлаймын, не только Нұрсейіт, даже сіздерді көріп, әртүрлі сферадан көп ағаларымызды көріп, аналарымызды көріп, әпке қарындастарымызды көріп, ірі кәсіпкерлерді көріп, шоқтығы биік, жұлдызы жарық жандарды көріп, шын қуанып тұрмыз. Барлықтарыңызға Алла істеріңізге береке берсін дейміз. Келгендеріңізге көп рахмет. Бүгінгі кешті түсіндіре кетейік. Нұрсейіт бауырымыз өзі жаңа LED экранда айта кеткендей, осыдан бірнеше жыл бұрын осы халқымызға, қарапайым халыққа қандай жағдай жасай аламын, менің журналист болғанымнан не пайда деген ойлар мазалап, түбінде осындай бір әлеуметтік жобаға айналып кетті десек те артық емес шығар. Бәлкім осы бір тұста YouTube арнасын ашып, одан кейін уақыт өте келе қаншама, орысша айтқанда острый сұхбат дейміз, ерекше сұхбат дейміз, қаншама сұхбаттарға біздің өзіміз куә болып, кейде отбасымызбен обсуждать етіп, солай ма деп сұрақ қойып жатады. Мен қайдан білейін, енді өнерде жүрген екен бәрі бір-бірін точно, явно, четко біледі деп ойлайды ғой енді. Солай талай сұрақтың астында қалғанбыз Нұрсейіттің арқасында. Десе де бүгін міне Құдайдың қалауымен осы Нұрсейіт бауырымыздың әлеуметтік желідегі, оның ішінде YouTube желісіндегі жеке парақшасы бүгінде 500 мың, яғни 500 000 оқырманмен толығып, оның үстінде 200-ден аса жанмен сұхбаттасқаннан бөлек, осындай ерекше сұхбат болған 50 азаматшаларды, аға көкелерімізді жинап, өзінің бір алғысы ретінде, осының өзінің бір дастархан ретінде сіздерді шақырған болатын. Әрине сіздерге алғыс білдіреміз, көп рахмет. Бүгінгі кеште орын алатын жағдайларды айта кетейін. Ол ерекше номинациялармен ерекшеленеді. Ассаламалейкум, қош келдіңіз. Айтып жатырмын ғой, секунд сайын таңғалып жатырмын, жан жағыма қараймын, мә, мына кісі жүр ғой, мына жаққа қараймын, мә, мына кісі жүр ғой, не болайын деп жатыр деп. Мен даже үйдегілерге өзімнің местоположениемді жіберіп қойдым, на всякий случай мен осындамын деп. Сондықтан барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейміз. Біз енді Нұрсейіттің атынан айтып жатқандықтан баршаңызға алғыс білдіреміз. Келгендеріңізге көп рахмет. Мен ойлаймын, алдағы уақытта біз сіз болып 1 миллион оқырманы бар парақшаның кешінде қайта қауышамыз деп ойлаймын. Сондықтан Нұрсейіт үшін тағы да бір қошеметтеп қояйықшы, ерекше. Арнайы сіздер үшін ән шырқайтын, арнайы Нұрсейітті құттықтап келіп отырған осында кезінде Нұрмұқасан дуэтінен тәуелсіздігін алып шыққан ағамыз, көкеміз Нұрлан Қонысбай ағамыз келіп отыр. Арнайы ән шашумен қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет, армысыздар. Тойшыл қауымына бүгін Нұрсейіт бауырымына қуаныш құтты болсын деген тілек ниетпенен осы Нұрсейіт бауырымыздың ауылында әулетінде той болсын деген ниетпенен ауыл той деген ән қабылаңыздар. Бармен базар қылып той тойлаған, ой бәле ай қай заман бұл қай заман.
Ай бәрекелде, Нұрсейіттің ауылында да қай кезде де той болсын, жақсылық болсын. Нұрлан аға, музыка рахмет, алыс кетпеңіз. Бүгін спонсорлар өте көп. Байқап жатсыз, Алматының ең биік точкасында тойлатып жатырмыз 500 мың подписчикті. Басыңызға бір шапан. Қошеметтеп қояйық. Бұл шапанды арнайы осы Нұрсейіттің әлеуметтік желі үшін тіктірілді. Елжан бренд және уақыт көрсетет деген жазуымен арнайылап осы кештен естеліктеп үйге апарып құр іліп қоймай алдымыз қыс кішкене салқындау болады деген прогноз айтылып жатыр. Жылы жүріңіз, аға, жылы жүріңіз. Сіз бізге керексіз, елге керексіз. Рахмет. Ең алғашқы тілек, ыстық ықылас, ниет білдіруге шақырамын. Келіңіздер, қош келдіңіздер. Кеш жарық, қадірлі ағайын. Бүгінгі дастархан, мен ойлаймын, қазақ үшін бір орны бөлек дастарханның бірі сияқты. Дей тұрғаным, дастархан басында отырғандардың көбі қисық біткен бұтақ іспеттес. Бірақ айтар ой, қозғаған мәселе осының барлығы бәлкім бүгінгі қазақтың ес жиюына, бүгінгі қазақтың сап түзеуіне септігін тигізді ме деп ойлаймын. Біреудің ойымен келісуге болады, біреудің ойымен келіспеуге болады. Бірақ бұның ең көріктісі бұл үлкен еліне деген, халқына, жұртына деген үлкен жанаршырлықтан туып жатқаны хақ. Ал енді біз бүгін осы тұғырлы ойларымызбен қандай ұшпаққа жеттік? Мәселе сонда болу керек. Бұл әлі, егер бұны күрес жолы деп алатын болсақ, осы күрес жолында біз нені ұттық, неден ұтылдық? Негізгі осы мәселелер бүгінгі күн тәртібінде болу керек. Бірақ заман өзгерген сайын сөз саптау, ой толғау, осының барлығы өзгеріп отыратыны шарт. Сондықтан бұның барлығы бізге сын болу керек сықылды. Ал енді осының мұрындығы болып жүрген, алғаш осының барлығын жасқанбай халыққа таратып жүрген мына Жылқышыбай бауырымызға рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Қалай болғанда да бұған адамның дәті ғана емес, мінезі де болу керек. Сол мінез бар жерде барлығының шығатынын жарықтық көкеміз Әлихан Бөкейханов бекер айтып кетпеу керек. Сондықтан орта толсын тағы да Жылқышыбай айналайын, бүгінгі бас қосу бұл бір үрдіске айналатындай дүние. Ішіп жеу үйден де табылады. Бірақ ортаға ой қосып, жаңа ой, жаңа бағытқа сілтеу, бәлкім осы бір топтың міндеті де болар деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті ағайындар, тағы да кеш жарық. Сіздермен міне Нұрсейіт барлығымызға ортақ қой. Нұрсейіт бауырымыздың бір осы өзі өмір жолында араласып жүрген, осы шығармашылық жақта араласып жүрген азаматтармен міне бүгін бір қорытынды жасап, ағайындарды жинап, мынау үлкен қуанышты жағдай. 500 мың адам осы YouTube жаңағы осы программасында жаңағы осындай санға жетіпті. Сондықтан құрметті Нұрсейіт бауырым, өркенің өссін, әлі еді өзіңнің бір ерекше қасиеттерің бар, әділдікке, азаматтармен ойына ой салатын, халыққа көрсететін, міне сондай үлкен жолдасың. Сондықтан үлкен шығармашылық табыс тілеймін, қаламың тартымды болсын, ойың әділетті, ауқымды болсын дегім келеді. Сондықтан әлі көтеретін мәселе көп. Азаматтардың
жаңағы ойын жеткізетіндей әділеттіліктің орнауына, сол бұл да бір күрестің бүгінгі заманға сай дүние. Соқтан осы жерде үлкен денсаулық тілеймін, ортаң кеңейіп өсе берсін, жақсы азаматтар көп болсын, өзің сияқты оты бар, кеудесінде оты бар азаматтар көп болса, әділдік жолында күрес жақсы болады, еліміз дамиды, өседі, өнейді. Сондықтан осы істер бәрі жақсы қабыл болсын, жақсылық болсын. Осында барлық азаматтар көбі таныс, кездесіп отырғаным өте қуаныштымыз. Осы тілектеріміз орындалсын, еліміз дамысын, өссін, ел тұғыры мықты болсын. Бүгінгі басқосуымыз ерекше басқосу. Ар жақ бер жақты ойлап қараңыздаршы, бұрын соңды осындай тойға қатыстыңыздар ма? Меніңше жоқ. Солай ғой дейме? Нұрсейіт бауырым, айналайын, сен жаңа заманның жаңа тұлғасысың. Қазақ журналистикасында жаңа соқпақты бастаған, биікке көтерілген әріптесіміз, қаламгерімізсің. Адамдардың ақыл-ойы, санасы, парасаты, мәдениеті, рухани ішкі жан дүниесі сенің сұхбаттарың арқылы, сенің ақпараттарың арқылы бұрынғыдан көп еселенеді. Ұлт боп қалыптасу үшін сен үлкен қызмет жасап жүрсің. Сұхбаттарыңда айтқысы келмегендердің сырын айтқыза білесің, кілтін таба білесің. Ол сенің сезімталдығың, ол сенің шеберлігің, ол сенің талантыңның нәтижесі. Қазақша жарнама жасайсың. Тіпті сол жарнаманың өз қандай сүйкімді, риза боласың. Сол сәтте қызығы Астанаға шауып барып үй алғың келеді, машина алғың келеді, не болмаса ауыл шаруашылық техникаларын соны алып пайдалана қойсам дейсің. Бұл да мына журналистикадағы өмірдегі бар нәрсені адамға қажеттілігін сезіндіре отырып, соған үгіттеу, тарту. Былайша айтқанда сен тек қана оқырмандардың ішкі қажеттілігін қанағаттандырып қана отырған жоқсың. Елдің экономикасына, өндірісіне итермелеуші, қозғау салушы болып отырсың, түсінген адам үшін. Былайша айтқанда жалаң журналистика емес, сенікі адал еңбек, адал еңбекке шақыру, және жеке өзіңнің осы өнегелістерің арқылы барша қазақ жастарын өзіңдей болуға тәрбиелеу. Мен соған қуанамын. Бұл үлкен жетістік. Әрдайым табысты бол, абыройлы бол. 500 мың тіркелген көрермен, ол сенің 500 мың қолдаушың. Ар жағында миллиондаған көрермендерің, тыңдармандарың және бар. Мінекей, ұлтты үйіту үшін осындай ұлы істер жасай беру керек. Шығар бегің әлі көп болсын. 500 миллионың бүтін миллионға ауыссын, және бірнеше миллиондар болсын. Сонда біз қазақ көгереміз, көктейміз, көңілімізде көтеріледі, өзіміздің де күш қуатымыз артады. Сен сол жолда қызмет етіп жүрсің. Рахмет саған. Рахмет, қадірлі ағайын. Әсіресе осыған дейінгі айтылған тілектердің барлығына қаттырақ қол соғуларыңыз талап етуге де болады. Өйткені әзірге соңғы тілекті айтқан Ырысбек ағамыз, марқұм Алтынбек Сәрсенбаев ағамыздың туған бауыры, халыққа, елге жаны ашитын азаматтардың бірі. Ерекше қол соғып, көңіл бөліп қойсаңыздар болады. Аға, қуаныштымын. Танысқаныма, осылай көріп тұрғаныма қуаныштымын. Нұрсейітке рахмет, осылай бірінші рет көріп жатырмыз. Әрі қарай тілек жалғайтын Уәлібек көкеміз. Мархабат. Кеш жарғы ағайындар, жиналыппыз. Нұреке, құтты болсын. Бұрын соңды журналистер сұхбат алып, дастарханға шақырғанды көргенде жоқ біз едік, естігенде жоқ біз едік. Кей кездерде Совет үкіметінде өзіміз дастархан жаятымыз сол журналистке. Енді қазіргі журналист деген мамандық 4-ші билік дейді ғой. Қазіргі біздің журналистер, кәдімгі үкіметтің журналистері, үкіметтің әңгімесін айтады. Қазір тек осындай тәуелсіз журналистердің ғана сөзін тыңдайтын болып қалдық.
Аналарды өзі тыңдамаймыз, не айтаты белгілі, әдемі, керемет, жаңа Қазақстан, қандай керемет жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Соның ішінде осындай тәуелсіз журналистеріміз бар. Біз соған қонамыз. Осылар ғана айтып жатыр. Бұл енді мынау 500 мың болды ма қазір көрермендерің? Бұл енді өзінің жеке еңбегі. Бұны барып егеменді Қазақстанға жазыл, хабарды көр деп біреу қинап атқан жоқ. Бұл өзінен өзі YouTube ашыдағы, өзінен өзі жұрт қызығып мінеке көрді. 500 мың адам, е? Ал енді осында тұрған мына кісілердің бәрі енді менен басқасының бәрі мықты ғой енді. Бұлардың әрқайсынан сұхбат алу оңай шаруа емес. Артынан жүгіреді, өйтеді, бүйтеді. Ана хабарға, ұлттық арнаға сіздің жаңағы самолетіңіз төлейді, анаяқтан тапсырма береді, келесіз, бересіз. Ал мына бейшаралар Ташкентке барады, Стамбулға барады, өзі ақшасын төлеп айналайын-ай. Содан кейін ана баяғыда Совет үкіметінде естейтін біз. Бізде Совет үкіметінде спортшылардың бәрі әуесқой спортшылар болды, бәрі. Сөйтсек әуесқой екенбіз ғой біз. Ал кәсіпқойлар шетелде болды. Біз кейін кәсіпқойды көрдік. Сол кезде кәсіпқой спортшыны хабарлап атқан кезде бүйтіп айтатын. Мейлі ол хоккейист болсын, мейлі боксер болсын, бірінші көріп жатырмыз ғой. Ең алғашқы көрген кезде мынандай сөз естідік. Бұл спортшы дейтін. Кез келген уақытта, кез келген сәтте, кез келген жерде дейді. Ол денсаулығына қарамайды. Сізге соққы беріп құлатып кетуі мүмкін дейді. Сіз ол әлсіреп жатыр демеңіз. Мынау журналистер, мысалы Нұрсейіт, сондай кез келген уақытта, кез келген сәтте бір сұрақ беріп, соққы беріп кетуі мүмкін балдарда бұлардың бәрі. Рахмет, миллионға жетсін. Жарай ма? Ойын. Енді 500 мың болды, енді армаға рекете береді деп ойлама. Сол еңбегінен танба, жассың ғой әлі қайда. Жаңағы біліктімен де сұхбаттаса береді енді бұл кісі. Ана баяғыда айтады ғой, судың да тілін біліпті, жынның да тілін, сол жындының да тілін біліп, бәрінің тілін біліп, сонымен сұхбаттасып жүрген, бұған маладес. Рахмет, жасай бер. Соң кездегі Шаншар театрының қойылымдарының басында монологтардың барлығы ерекше шығып жүр. Жаңа Қазақстан туралы әзілдеп жарсыз. Европаға көп саяхаттайтын болдыңыз. Киім стиліңіз де өзгерген екен. Демек, сізден бір көп өзгеріс байқап жатырмыз. Жылы өткен сайын жасара беріңіз. Сіздің бар екеніңізге, нар екеніңізге көріп қуанып қаламыз. Үйге сәлем айтыңыз. Қошеметтеп қояқшы, Уәлибек ағамыз тәтті әзілмен ащы шындықты жеткізе білетін көкеміз барына шүкір. Енді әрі қарай тілек кезегін ұсынайын десем, енді ағамыздың жасы үлкен сияқты Болат аға, өзіңіз бір ауыз ниетіңізді жеткізсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Мен мына Нұрсейіттің әкесінен ғана естідім. Son 9 ағайындының ең соңғысы болатын. Мұны ерде осы Нұрсейіттің арқасында, Нұрсейіттің несінде осы Қазақстанның мына мұң мұқтап, жоқтап жүрген үлкен мына кісілердің қолын алып, мына кісінің, ана кісілердің бәрін осы Нұрсейіттің арқасында дәмтіз болып отырмын. Мына Қонаев атамыз айтқан екен, өткен тарихты мылтықпен атпаңдар, келесі тарихты сендер зеңбірекпен атады деп. Сол зеңбіректердің авторлары отыр осы жерде, менің былайша айтқанымда. Мейрамдарың құтты болсын, бәрің отбасыларыңызға, ошақ-қастарыңызға амандық, денсаулық нәсіп тілеймін. Мына Нұрсейіт бұл жетім өскен бала. Әкем айтатын, шешесі өлген адам жетім, әкесі өлген адам жетім емес деп. Соғысағанда бұл кісінің анасы ертерек кетті, бұл 6 жасынан 7 жасынан қалды. Енді өзінің еңбегі, бұның артынан тіреусіз ешкім жоқ. Махамет Өтемісұлы Жаңғыр ханның алдына барып айтқан екен дейді. Хан емессің, қасқырсың, қаса албасы басқырсың. Хан емессің, лансың, айыр құйрық шаяnsың деп. Мен саған айтар ақылым. Айналайын, жемісің өрге өте берсін, бірақ чаян болып чақпа, қасқыр болып қақпа. Отбасыңа, ошаққасыңа амандық, денсаулық тілеймін. Басқа айтарым жоқ саған. Рахмет, әрі қарай Омар ағамызбен тілек жалғағымыз кеп тұр, рұқсат болса. Нұрсейіттің осында ағалары, інілері, бауырлары, тілектес жолдастар жиналып отыр. Енді Нұрсейіт туралы көп сөз айтуға болады, бірақ мақсат бар.
осы нәрсені айтқым келеді. Жалпы қазір журналистикада негізгі мәселе мақсатымен нәпсісін айыра алмайды да. Көбісі нәпсі үшін журналист болады. Атақты болу үшін, атағын шығару үшін, шулату үшін, хайп қуу үшін. Ал Нұрсейіт қашанда мақсаты нәпсінен биік адам. Сондықтан ол осындай халықтың жүрегінен орын алды. Журналистің мақсаты елдің тыныштығы, елдің бірлігі, елдің өсіп өнуі ғой. Сол жолда, ал енді мақсұты, бұның кісінің мақсұты сол біздің ұйқыда жатқан, өз ойында жүрген, Абай айтады ғой, санасыз, ойсыз жар емес, өз ойында кем емес дейді. Өз ойында жүрген адамдарды шынында қалай, шындыққа қарай жетелеу, халықты ояту. Және бір риза болғаным, бізде мысал бір журналистер бар, өзінің имиджін жоғалтудан қорқады. Тек қана жағымды адамдар шақырады. Ал Нұрсейіт болса, әртүрлі ойлайтын адамдар шақырады. Ол атеист болуы мүмкін, ол тәңірші болуы мүмкін, ол ислам дінін ұстануы мүмкін. Ол, яғни біз қандай көзқарас ұстанбасақ та, біз бәріміз қазақпыз. Бәріміз бірдей ойлауға біз міндетті емеспіз. Сонда Конфуций айтады ғой, бәріміз бірдей ойлап, бірлікке келсек, ол апат әкеледі дейді. Ал адамдар әртүрлі көзқарастағы адамдар бірлікке келсе, ол қоғамда берекет орнайды дейді. Сондан осы Нұрсейіттің көп векторлы саясатына мен ризамын. Осы жолдан таймасын. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар, құрметті көкелер, Нұрсейіт інім. Біз екеуміз бір елдің, бір жердің, бір ауылдың топырағынанбыз. Сол елде өскен азаматтарымыз, өзінді осы елдің мұңын, мұқтажын айтып жүрген азамат деп танимыз. Шын мәнінде мән рай минкум мүнкаран, кім жаман істі көрсе, фәлюғайруху бияда, қолымен тоқтатсын. Егер қолымен тоқтатуға шамасы келмесе, онда аузыменен айтсын. Аузымен айтуға шамасы жетпей үндемей кетіп қалса, вәдәлике адғафыл иман, оның иманы әлсіз деді. Сондықтан сол ең сөздің төресі қайсы дегенде, ол шындық сөз деп айтылған. Сондықтан Алла кәсібіңізге береке, отбасыңызға амандық берсін. 500 мың адамды ол тіркелгендер, тіркелмей тығылып көріп жүрген шпиондар көп. Не айтады екен деп. Сондықтан оларды қосқанда біразға барасыз. Қазақтың шын мәнде жүрегіндегі біреу айта алмаған сөзді сіз айтып жатқан азаматсыз. Алла разы болсын, отбасың аман болсын, денің сау болсын, алтыным Алла күш қуат берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағалар, бауырлар. Бүгін мен қуаныштымын Нұрсейіттің осындай мықты 500 адам тіркелгеніне. Нұрсейіт, сенің жұмысың алға баса берсін. 500 мың деген ол кәдімгідей бір үлкен бір аудитория. Не дегенде сенің сұхбаттарыңды семья бойынша көреді екен. Прям соткаларын қойып 5-6 адам көреді. Так 500 адамның ішінде тағы 3 адамға қоссақ 1,5 миллион железно бар. Поэтому Нұрсейіт жаным, жұмысың алға баса берсін, денсаулық. Ағаларымызға, өшірде отырған бауырларыма бәрі жақсы болсын, тек қана жақсылықта кездесейік. Енді миллион ресми болғанда тағы 50 адам емес, 100 адам шақырып тойлап жүрейік. Сол үшін алып қояйық дегендер. Бұл әңгімеңіз біраз адамға ұнағанмен қасыңызда тұрған Нұрлан Мырзаға ұнамауы мүмкін. Десе де Қайрат ағамызға қошеметтеп қояйық. Өзіңіз білетін Заманбек заманында бір ғана азамат туатын болса, соның бір Заманбек Нұрхаділов көкеміздің ұлы Қайрат Нұрхаділов. Балдарыңыз қошеметтеп қояйық. Ал енді сіздерге арнайы Нұрсейіттің атынан тағы да бір сый сияпатымыз бар. Ол мынау Мырза бренд шапанның атынан сіздерге арнайы тіктірілген, әрқайсыңызға арнайы ниетпен тіктірілген шапанды қабыл алыңыздар. Бұл Нұрсейіттің оқырмандарының және отбасының атынан деп қабыл алыңыздар. Жалпы Нұрсейіттің өзі, Нұрсейіттің түсінігінде әрбір адам
дүниеге келген кезде жаялыққа емес құрметке оралып туылады деп ойлайды. Өйткені постоянно телефон звондаған кезде бірден әңгімесін құрметтім деп бастайды. Соған қарағанда Нұрсейіт звондаса бір самооценкаң көтеріліп күшті болып қаласың кәдімгідей бір. Алла разы болсын, рахмет саған. Нұрсейіт, енді рұқсат болса, бұл тарихи сәт болып, ертең таптырмайтын таспаға айналу мүмкін. Сол себепті рұқсат болса, мынау кішкене фотоға, естелікке, суретке түссек. Рұқсат па? Енді айта кету керек, қазақ халқында қонаққа ерекше құрмет көрсететін ұлттанбыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, дәл қазір біздің ортамызда қазіргі Қырғыз Республикасы президентінің кеңесші Руслан Қыдырмыш бізбен бірге отыр. Қош келдіңіз, Байке. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сіздің осында екеніңізді айтып қояйын дегенбіз. Қазіргі Қырғыз Республикасы Садыр Жапаров ағамыздың бір туғанымыздың кеңесшісі Руслан мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Қазақстанға қош келдіңіз. Енді бұған дейін де келіп жүрген шығарсыз. Көктөбеміз қалай, Нұрсейітті қайдан танисыз деген сан мың сауал бар. Бірақ енді ең бастысы Нұрсейітке өзіңіз бір ниетіңізді жеткізе кетсеңіз деген ойдамыз. Рахмат. Урматтуу коноктор, кутмандуу кечиңиздер менен мен ошо Кыргызстандан келип, Нурсейит менен агайыны болуп жүргөнүбүзгө 3-4 жыл болуп калды. Анан байкым эмне дегим келет? Албетте ушул кечте мен ойлойм, бул азыркы ресторанда отурган Казакстандын эң бир таанымал, Казакстанга ушундай бир пайдасын тийгизген адамдар менен отурганы мен абдан кубанычтамын. Анткени мен айтар элем, ушу Нурсейит байкы Кыргызстанда да журналисттер көп. Ушундай YouTube каналдар көп, телевиденияларда көп журналисттер, радио, телевиденияларда журналисттер көп. Бирок мен ар дайым биз байкы Кыргызстанда менден келип интервью алып калганда Нурсейит жылкышпайды көргүлөчү YouTube'ун деп туруп, мындай жаңы орусча айтканда ар дайым пример көрсөтөм да. А что там дейт, көрсөңөр, андан үйрөнөсүз. Нужно быть вот таким журналистом деп ар дайым айта берем. Ошондуктан эмне дегим келет? Бул жөн гана журналист болбостон Нурсейитке интервью бере алган дагы интервью аткан адам бир духу бар болуш керек да. Анча мынча коркуп качып да кетиши мүмкүн. Кой, бир жолу Нурсейит менен отуруп Руслан ага сизден интервью алам дегенден улам мен башында, конечно, макул дедим. Анан Нурсейит Кыргызстанга келди, жумушума келди, тамактандык, чыгып туруп жүрүп интервьюга барабыз дегенде биздин офиске бир 10 метр калганда чындаганда задний берип ийин дедим да ошол жерденчи. Может, давай биз интервью конок болуп кет, жакшы болуп, сейилдеп туруп сен Казакстан жүрсүң. Нурсейит Руслан ага задний бермей жок, киребиз да интервью алабыз деди. Аны обычно айтылганда эле интервьюда мынтип калат экен да. Же болбосо сен оппозиционный журналистсиң, же болбосо бийликти мактаган журналисттерге бөлүнүп кал да эки жаккачы. Же болбосо ортодогу журналисттерден келип сизге кандай суроо берейин дейт. Мага ушундай суроо бергиле, только мондай суроо бербегиле деп туруп сүйлөшүп алып, анан интервью беришет. Албетте байкы Нурсейитке кирип барып айттым, Нурсейит эми агайыныбыз, бирок аябай тапит этпе депчи. Десем, ага, не беспокойтесь, да? Вам скрывать нечего депчи. Ошондон улам чындыгында айтар элем, бүгүнкү ушундай бир чоң майрам болуп, 500 000 көрүүчү болуп YouTube каналыңда мен ойлойм бул башыгы депчи. Кудайым буйруса, пенсияга чыккыча 50 миллион болот деген мен ойлойм, бир чанча-мынча телевидениядан күчү чоң боло турган бир YouTube каналдын бири болот деп мен ойлойм. Казакстандын бир тарыхында кала турган сен журналисттердин бирисиң. Анан айтылгандай эле байкы жалаң гана журналисттик кесипкөйлүк эмес, Нурсейиттин адамгерчилик сапаты абдан чоң. Ушунчалык сый, кичипейил, ага деп ушундай кичипейилдиңе Алла разы болуп эле ушу Казакстандын көрүнүктүү журналисттердин бири болуп жүрөр демекчи мен. Рахмет, Руслан мырза. Енді алысқа кетпеңіз. Мынау енді бізде бүгін сізге арнайы бренд мырза шапан жапқанды жөн көріп отырмыз.
арнайы Алатау асып келген екенсіз. Енді осы бір шапанмен ертең елге қарай жолға шықсаңыз болады. Рахмет, келгеніңізге көп рахмет, тілегіңізге рахмет. Рахмет. Нұрсейіт, сен кәдімгі таң қалдырудасың, бізді таң қалдырып жатсың. Мен ойлаймын, алдағы уақыттарда Өзбекстан, Тәжікстан, Афганистан, Индиядан саясаткерлер, саясаттың саңлақтары келіп сұхбат беріп жатса таң қалмайтын шығармыз. Жалпы Нұрсейітпен құрдаспыз, бір жас қана үлкендігі бар. Таң қалатын, осыдан біраз жыл бұрын біз үйдегі бала шағаның өзін зорға бүйтіп ыңғайлап асырап жүргеннің өзінде бұл адамдарды қойып қасқыр асырап жүретін. Қасқырлардың уайымдап уақытылы тамақ беру керек деп. Сол кезде бір таң қалғанымыз бар еді, саған не деген азамат деп. Енді бүгінде міне 500 мың подписчикке жетіп, ерекше бір премия ұйымдастырып жатыр екен. Рұқсат болса сол премияға кезек берейік. Ол бірінші премия бізде бүкпесіз әңгіме, яғни ешқандай дүниені жасырмай, қалай бар, солай жеткізген сұхбаттарға арнайы үміткер жандар бар. Оларды айта кетейік, оның ішінде жеңімпазды анықтайтын боламыз. Елдос Тоқтарбай, өздеріңіз білетін алаштанушы азамат. Бейбіт Ыстыбаев, Тараз қаласынан шыққан балуан. Динара Әлжан, эстрада әншісі. Одан кейін Омар Жәлел мырзада біздің арамызда. Осы 4 бірдей жан бүкпесіз әңгіме номинациясына үміткер ретінде ілінген екен. Бұл енді әрине Нұрсейіттің өзіндік компаниясының іріктеуімен жасалған дүние. Сонымен сіздің ойыңызша бүкпесіз әңгіме номинациясына ең лайықты сұхбат беруші кім деп ойлайсыз? Жоқ, өзіңіз айтыңыз, біреу айтты демеңіз. Сіз де айтасыз қой, өз атыңнан айт деп айтасыз қой сұхбатыңызда. Сонымен бүкпесіз әңгіме номинациясына жеңімпаз кім болуы мүмкін? Ол Динара Әлжан. Қошеметтеп қояйық, ол кісі біздің ортамызда. Келіңіз, номинацияңызға қол жеткізіңіз. Сәлем, бірден айтайын, мен сен сұхбатын көрген жоқпын. Но только естідім, но көргендей болдым. Үйдегілер де сұрады, мен айттың жұмыстарың болмасын дедім, но все равно сізге номинация дайындап қойдық. Қошеметтеп қояйық, арнайы Динара Әлжан. Рахмет. Сонымен өзіңіздің әсеріңізді жеткізе кетсеңіз, күттіңіз ба бұндай жалпы сұхбат бергенде, жалпы Нұрсейіттің қандай қасиеттері есте қалды? Қайырлы кеш, барлықтарыңызға көп рахмет. Енді не ожидал? Нұрсейіт мырза, сізге көп рахмет. Іштегі сырымды ешбір досыма, жан досыма, анама айта алмағанды Нұрсейіт мырзаға айттым. Сізге көп рахмет. Прям, знаете, души ашылып қазір деген прям жеңіл болып жүрмін. Сізге көп рахмет. Кәдімгідей шабыт бердіңіз маған. Енді батыстың қызы болған соң ба, Атыраудың болған соң ба, Атыраудан болған соң ба. Енді біз бетке айтамыз, сондықтан бұл сұхбатта көбісін айттым. Білмеймін енді. Қалай болды, солай болды. Енді кешірім сұрайым басқа кісілерден. Может, мен как-то слишком откровенно айтып жіберген болармын. Енді олай болмайды, басқа. Сізге көп рахмет. Осыдан кейін енді сұхбат бермеймін. Бұл сұхбаттан кейін енді мен легенда оқып қалған шығармын. Сол, сізге көп рахмет, сіздерге де көп рахмет. Батыстың қыздары аман болсын, Жылқышбай мырзамыз аман болсын. Сізге рахмет көп. Сізге рахмет. Өте қуаныштымын. Сізге рахмет. Жалпы енді сұхбат алатын журналистерге обалды, чтобы олар ештеңе білмейді, бұдан кейін несі. Уақыт көрсетеді, 500 мың подписчик кешінде арналған арнайы бүкпесіз әңгіме номинациясымен жеңімпаз Динара Әлжан. Тағы да бір қол соғып құттықтап көрсеңіздер болады.
Рахмет, құттықтаймын. Шоқтығы биік жандардың бірінен бастағанды жөн көріп отырмыз. Ортамызда Арманжан Байтасов мырза келіп отыр. Ол кісілерді қоштап Ұлан ағамыз, Болат Әбілов ағамыз, Мұхтар Жәкішев, Жұмабек Жанықұлов, Бауыржан Есебаев, Ғани Майлыбаев, Төрәлі Алиханұлы ағамыз және Бауыржан ағамызды келесі ақ тілектің, ыстық ықыластың кезегіне шақырайық. Келіңіздер. Ата аталған ағаларымызды сахна төрінен көргіміз келеді. Добрый вечер. Я очень рад быть на этом мероприятии. Нурсиита поздравляю. Скажу как журналист, то, что достигнуть такого результата 500 тысяч, это невероятно тяжело. Это говорит о высоком профессионализме, это говорит о силе таланта и говорит о том, что сделано для действительно заинтересованных людей и для широкого круга. И я вот сам знаю, как работать в YouTube сложно, и знаю, что этот результат действительно такой плод серьезного труда. Хочу сказать, что в Казахстане у нас есть два облака журналистских, на двух языках работают, на русском и на казахском языке. С Алтыбеком Сарсенбаевичем мы много размышляли о том, как сделать так, чтобы эти облака два соединились, работали между собой. И самое главное, что у журналистики же есть, помимо функции информировать, у журналистики есть качество, одна из важнейших функций – просвещать. Через интервью просвещение делается еще лучше. Те интервью, которые появляются у вас в программе, они носят характер еще и просветительский. Просто нужно обладать талантом интервьюера, чтобы найти ключ, подобрать ключ к каждому лицу, чтобы раскрыть личность, и чтобы самое сокровенное, самое важное, то, что пережито, свой опыт, свои чувства, они могли рассказать и донести до широкой аудитории. Не каждый журналист может подобрать эти ключи к личности. Вам это удается. И, может быть, поэтому у вас такая большая аудитория. И я верю, у вас будет миллион, потому что то, что вы делаете, это замечательно. Поздравляю, достижение университета высочайшего уровня. Рахмет. Арайға көп рахмет. Переводын айтпайын қазақшасын. Рұқсат болса. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Бүгін ардақты аттан атыр күйтін, атағына атыр күйтін азаматтардың басын қосып, Абай шаңырағында жүздесіп кездесіп жатқаныма қуаныштымын. Бірінші Алла, екінші Нұреке, кіші болсаң да Нұреке дейін, өзің арқаң. Әр нәрсе еңбекпен келеді, оны жақсы білесіздер. Бәріңізде еңбекпен осы дәрежеге жеткен азаматсыздар. Төрімізде сонау өнердің тарландары, бизнестің тарландары, спорттың тарландары қайсалана алмайық, барлығы бас қосып отыр екен. Оның ішінде кешегі өлін сыйламай тірі байымайды демекші, Заманбек ағамызды тілімізге тиек етіп жатырмыз. Ағамыздың баласы, Алтынбек ағамыздың бауыры, осы жерде қазақ деп кеудесін оққа тосып жүрген үлкен азаматтар отыр екен. Алла баршаңызға, Алла жар болсын деймін. Өзің деп сыйлап келген, үлкен басын кішірейтіп келген азаматтарға Алла разы болсын. Бауыржан ағаны таныстырайын деп жатсам, Ұлан ағаны айта кету керек, өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз, кезінде Талғар ауданының әкімі Жолан ағамыздың бауыры Ұлан ағамыз келіп отыр. Жүйрігі тек бәйгеден бірінші орынды ғана иемденетін азаматтың әдемі ақ тілегін тыңдайық. Қош келдіңіз аға. Ассалаумағалейкум ағала, бауырлар. Ал енді бүгін Нұрсейіт бауырымыздың осындай 500 көрермен жинап, осындай қуанышына қош келіп жатырмыз. Тек сіздерді көргеніме қуаныштымын. Осында мына Досқан ағамыз бастап, өзі батасын беріп, ашып беріп жатыр. Осындай үлкен дәрежеге жетті осы ағаларымыз сияқты. Тек жақсылық болсын, семья бала-шағаңыздың көр. Бұдан да биік миллион, 2 миллион нелерің болып, жоғары көтеріле бер. Аман есен болайық. Осы Нұрсейітті өзім жақын, жақсы көретін бауырым. Тек жақсылық болсын өзі. Осындай кісілердің арасында сыйлы болып жүре бер. Бауыржан аға, кезек өзіңізге келді. Мархабат.
Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті көпшілік. Мынау Нұрсейітжан, мынау 500 мың деген сенің саналы аудиторияң құтты болсын. Енді мен өз тарапынан айтарым сізге. Мен сіз туралы мынаны білдім. Сіз діндәрмен сөйлессеңіз де, дінсізбен сөйлессеңіз де, саясаткермен болсын, баймен сөйлессеңіз де, қазаққа кішкене де ғана тиіп кететін жер болса, шыр ете қаласыз. Міне сол үшін сізді сыйлаймын, құрметтеймін. Сіз қазір үлгісіз, үлкен биікке шықтыңыз. Мынау Наполеон Хиллдің бір сөзі бар. Биікке шығуды бәрі үйрете алады, бірақ биікте тұруды ешкім үйрете алмайды дейді. Сондықтан Алла қаласа осы биігіңізде абыроймен тұрыңыз. Рахмет сізге. Әрі қарай біз кешімізді тағы да бір емес, екі бірдей номинациямен жалғағанды жөн көрдік. Әрі қарай қызық болатын сияқты, елдің есінде қалсын деп жоғарыда айта кеткен болатынбыз. Қандай номинациялар бар екен? Келесі номинация қазақтың қайсар қызы деп аталатын ерекше номинацияны ұсынамыз. Ол номинацияға бізде үміткер жандар бар. Дәл қазір Инга Иманбай ханым. Ол кісі біздің ортамызда. Құралай Нұрғаділова, белгілі дизайнер біздің ортамызда. Аружан Дүйсебаева, бүгін ғана тик-токтан көргем ол кісіні. Және Гүлзира Айдарбекова, белгілі әнші Қайрат Нұртастың туа бітті продюсері. Сонымен қазақтың қайсар қызы кім атанады деп ойлайсыз? Нұсқа сұрап көрейік, белгілі журналист Ереке, өзіңізден бір нұсқа тыңдап көрейік. Кім деп ойлайсыз? Мен ойымша Инга Иманбай. Инга ханым. Сонымен тағы да пікір тыңдап көрейік. Енді арнайы эстрада жұлдыздарды осы кеште төбе көрсетуде. Бағлан мырза, бұл номинацияға кім лайық деп ойлайсыз? Білмедім. Сізде бәрі жақсы. Ең бастысы. Рахмет, Алла разы болсын. Так, сонымен көп созбайын, әдеттен озбайын, қазақтың қайсар қызы номинациясы бойынша үміткерлердің есімі аталды. Оған лайық деп танылған жан Аружан Дүйсебаева. Қошеметтеп қояқ, қатырақ қошеметтеп, қол соғып отырыңыз, ниетіңізді сездіріп отырыңыз. Рахмет. Аружан қанымға арнайы КТК телеарнасының журналистері келіп табыстады. Алда не болады екен, көре жатармыз. Сонымен әсеріңізбен бөлісе кетсеңіз, бұл сіздің бірінші жеңіп алған жеңісіңіз бе, журналист ретінде әлде бірінші? Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Енді бүгін осылай көпшіліктің қалауымен қазақтың қайсар қызы деген атты алып жатқаным, жаңалде көпшілік айтып жатыр. Енді Инга Иманбай деп менің ұстазым, әуелі Жанболат Мамаймен сол Инга Иманбайдың арқасы екендігін айтқым келеді. Сәл болса да биікке көтерілгенім. Және сөз бостандығын пайдаланып, шындықты айтқандығым үшін 2 күннің бірінде полиция ғимаратынан бірақ шығатын мен сияқты жастарды қолдайтын журналистер өте аз. Дәл біз сияқты шындықты айтатын, қорықпайтын, күресетін журналистерді, белсенділерді қолдайтын Нұрсейіт ағам сияқты тәуелсіз журналистер мен тәуелсіз арналар көп болса екен деген бір ниетім бар. Және осында қаншама азаматтар танып жатыр, амандасып жатыр. Енді басым көпшілігі дәл осы ортада ер азаматтар екен. Қорықпайсың ба, аман жүрші деп те жаңалде батасын бер жатыр. Құрметті ер азаматтар, ағалар, жігіттер, егер сіздер осы еліміздің демократиялы елі үшін күресетін болсаңыздар, біз сияқты қыздар батыр болуға, қайсар болуға еш уақытта тырыспас еді. Сондықтан ойланыңыздар, демократиялы елі үшін күресіңіздер, сонда біз сияқты қыздар сіздер сияқты ағаларға еркелеп жүретін болады. Енді қазіргі Нұрсейіт аға, енді оқырманыңыздың саны 500 мың болған екен, миллионнан асын, миллионнан асқан кезде той тойлайық, ол кезде демократиялы елде сөз бостандығы бұзылмаған, адам құқығы тапталмаған елде тойлауды жазсын. Рахмет. Рахмет, алысқа кетпеңіз, Аружан ханым. Аман жүріңіз, қошеметтеп қойықшы, Аружанға ерекше. Молодец, шынымен қайсар қызға лайық деп танылған сияқты, өйткені
айтып жүрген жан ретінде сіз Алматының қақ төрінде отырсыз. Мен тіпті сіздің видеоларыңызды көруге қорқам. Көргенім ешкім көріп қоймасын деп ойлаймын. Кейде өшіріп тастауға тырысамын әйтеуір. Ең бастысы аман болыңыз. Сізге көп рахмет. Көп рахмет. Енді алыстамаймыз. Қазақтың қайсар ұлы номинациясы бойынша бізде тағы да үміткерлер бар. Экранға назар аударайық. Олар кімдер? Қазір танысатын боламыз. Қазақтың қайсар ұлы. Мақсат Толықбай, парламент депутаты. Санжар Боқаев, еліміздегі белсенді және белгілі актер, белсенді азамат Шарғын Құрманғазы Өтегенов. Ол кісі де біздің арамызда. Сонымен Қазақтың қайсар ұлы номинациясы бойынша осында келген жандар да бар. Енді әркімнің пікірі әрқалай болуы мүмкін. Менде жазылған нұсқа бойынша, таңдау бойынша арнайы дауыс жүрді екен, компания өзі тағайындағанда шығар. Бұл Қазақтың қайсар ұлы номинациясы бойынша жеңіске жеткен, лайық деп танылған Санжар Боқаев мырза екен. Санжар Боқаев мырза емеспін, бірақ фотоға түсіріп көрсетейік. Сіз міндетті түрде кейін әлеуметтік желі арқылы көретін болады. Сіз лайық деп танылдыңыз, жеңісіңізбен құттықтаймыз. Бүгін жұмыс барысымен келе алмай қалған сияқты. Десе де, осы номинациялар тізімінде болған, ортада бізде ағамыз отыр. Сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырғым келеді. Ол кісінің тіптен тарихына көз жүгіртсеңіз, біраз көз жасыңызды тамшылатып, еріксіз көзіңізге жас келуі мүмкін. Құрманғазы Өтеген мырзаны ортаға шақырайын, келіңіз. Қинаудың қандай түрлері бұл? Қинаудың неше түрлі бар, жаңа ұрады, соғады, ине тағады. Енді ине қай жеріңізде тықты? Сынаққа, аяққа, аяқты ұрып, жаңа төбеңнен ұрып тағады, беткеннен ұрып тағады дегендей бар, неше де. Ұрып, қолын наручқа кигізіп қойып, асып қойып ұрады. Асып қойып ұрады. Қош келдіңіз. Сіз әрине бұл номинация бойынша жеңімпаз деп танылмағанмен, сол үміткер ретінде танылдыңыз. Әрине сіздің тарихыңызды халыққа, елге, дүйім жұртқа, қарапайым жандарға Нұрсейіт мырза өзі жақсылап сіздің сұхбатыңыз арқылы жеткізіп берді. Енді сізге бір қасыңызға тағы да бір Қуаныш есімді мырзаны шақырғым келіп тұр, рұқсат болса. Әрі қарай өзі тарқатып айтып бере жатар. Бұл енді кішігірім деп айтайық, тосын сый ретінде. Қуаныш мырза, сүйіншіні өзіңіз сұраңыз енді. Бауырларымызға осып, жаңағы соңғы сұхбатында көріп, қудаланып, бүкіл жастық жағын түрмеде отырып, жаңағы қиыншылық көріп, 8 соты жер үшін қиналған бауырымызға бір жер сыйласақ па деген ниетпен келіп отырмын. Қабыл алыңыз сертификат Құрманғазы Өтегеновке. Кезінде Шаңырақ аймағында, қателеспесем, жер дауында болып, одан кейін 16 жарым жылын темір тордың ар жағында өткізген, қиналып өткізген азамат үшін арнайы Қуаныш есімді жігіт. Бұл жалпы Қуаныш деген азамат Нұрсейітпен бірге кезінде кішігірім, былайша айтқанда қала арасында таксобайт етіп бастаған жігіт. Бүгінде кішігірім ғана кәсібінің арқасында, бірақ десе де кең жүректі алдыға қойып, міне өзінің ерекше сыйлығын жасауда. Шамалған елді мекенінен жер 8 соттық па? Қанша? 5 соттық жерді арнайы сыйлап жатыр. Қошеметтеп қояйық. Соған қарағанда қазір Шамалғанда көп жер босады-ау деймін. Жер сыйлап жатқаныңызға қарағанда. Енді мен өзім ғана кем жоқпын. Жаныма ұлым бірге келген. Елім, жерім деген азаматтарды
жана қарапайым ақшасы бар азаматтарға емес, қарапайым азаматтардың қолынан келеді деген себептен сабақ болсын, көрсін, ертең осы сіздер сияқты жақсы үлкен азамат болсын деген ниетпен баламыз екеуміз келіп отырық. Өзімді таныстырмай кетіппін ғой, жана Алматы облысы Райымбек ауданы тумасымын. Рысбек Сәрсенбаев ағамыздың, Елмұрат ағаларымыздың жерлесімін. Рахмет, Қуаныш мырза. Мынау қазір соғылайын деп жатқан шапалақтың барлығы сіз үшін. Сізге құрмет деп білейік. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға, келгендеріңізге мың алғыс, басым дейім. Енді бұл кештің негізгі қорытындысы да, негізгі қуанышы да барлық осы Құрманғазы Өтегенов бауырымызға болсыншы. Осы азаматқа бір ду қол шапалақтайықшы. 16,5 жыл тар қапаста отырды. 16,5 жыл, жалпы 17 жыл берілген, 16,5 жылда ең ұзағы отырған. 2006 жылы болған шаңырақ оқиғасын мәңгі ұмытпаймыз. Өздеріңіз білесіздер, жалпы марқұм Заманбек Нұрғаділов ағамыз жер берді қаншама халыққа, Думаннан, Шаңырақтан, Ұлжаннан. Содан кейін бұл азамат өз кеше сұхбатта айтады, небәрі 29 жаста болғам, 8 сотық жерді 3 мың долларға сатып алған едім дейді. Жаңа таста жатқан жерімнен звондады дейді. Хабарласты, егер сіз келіп жеріңізді қорғамасаңыз, жеріңізді үкімет алып қояды деп. Бардым, барғаннан кейін осындай мәселе болды. Сотта да айттым дейді, өзім кінәсіз емеспін деп. Бірақ енді жалпы маңдайға жазылған бәлкім сол шығар, ешкімді күйе жағамаймыз ешкімге. 16,5 тар қапаста отырды. Қуаныш бауырыма мың алғыс. Екеміз 2015 жылы Роза Бакиеваның бойындағы мынау мегацентрда таксовать еткенбіз. Менде өте ескі Галант еді сол кезде. Бұл кісіде 99 еді қателеспесем. Сол осы видеоны көргеннен кейін мен бірнеше азаматтарға хабарластым, көмек сұрадым. Бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарайықшы. Осы Құрманғазы бауырымыздың бір баспаналы болсыншы деген ниет болды. Сол кезде ертең бүрсігін деп айтып кеткенде жігіттері болды. Сол азаматтардың ішінде Қуаныш менің бетімді қайтармай 3 миллион теңгеге жер сыйлап отыр. Амандық болса, мен енді ойлаймын, бұны біз жалпы аяғына дейін апарамыз. Себебі ұлық болсаң кішік бол дейді, кез келген нәрсенің басы бар, аяғы болу керек. Осы уақытқа дейін көрсетпейді, талай адамдарға көмегімді беріп келем, алда да берем. Сол Құрманғазы бауырым, аман болыңыз. Сізді жақсы көретін ел ағалары бар, бауырларыңыз бар, сіз жалғыз емессіз. Жақында ғана анасы дүниеден қайтты, өзі түрмеде отырған кезде бала шағасы, әйелі кетіп қалды. Жалпы бақытты өмір сүрейікші. Өз елімізде өзіміз өгей баланың күйін кешпейік. Өзіңе де рахмет, Нұрсейіт. Енді рұқсат болса, біздің қонақтарымызбен әдемі естелікке суретке түсуге зор мүмкіндік бар. Енді Қуаныш мырзаның бастаған бастамасын әрі қарай түгелдеуге атсалысамыз дейтін жігіттер болса арамызда, негізі мен де Құрманғазы мырза да қарсы емес сияқты. Әрі қарай енді фундаментін құю керек деген сияқты. Қорғанын салу керек, әрі қарай арамызда жігіттер болса қолдауға дайынмын дейтін кісілер болса мархабат, есік ашық деп айтар едік. Құрманғазы мырза өзі осында. Ал енді келесі тағда бірнеше жанды ортаға шақырып ниет білдірген қалаудамыз. Ортаға Махат Төрәлі мырза бастап Белес компаниясының директоры арнайы Астана қаласынан келіп отыр. Және Талғат Сақан мырза Q4 Тұлпар компаниясының директоры Ербол Әбдірайымов бүгінгі жиынның бас спонсоры, бас демеуші, мал табу, Қомағай сияқты үлкен компаниялардың негізін қалаушы. Және Көңілбай Шүкенов мырза, Аманжол Рысмендеев, Сәбит Әбдіқалықов ағамыз отыр. Және Нұрым Тау мырза, Ербол Мик Плюс деп жазылған екен, Ислам Байрамуков, Тоқтар Серіков, Ахат Бикенов, Айдос Бимендеев және Арман Тоғайып мырза арнайы Атырау қаласынан ат басын бұрып келіп отыр. Келіңіз. Ал қайырлы кеш құрметті ағалар, бауырлар. Нұрсейіт бауырымыз мінекей. Үлкен жетістік мынау. Бұл Нұрсейіт бұл батыр журналист. Бұл байлық іздемеген, өзі байлыққа айналған азамат. Елдің көңілінен шығып, бұның енді берген сұхбаттары, бұлай айтқанда өзі Нұрсейіттің бір риза болатын жерін, бұл поворот жақпай бұрылады ғой. Кітап жазды өткенде, кітабын атын айтпай қойын, ұяттау кішкене. Ал Нұрсейітжан, мына енді өзіңнің еңбегіңмен, мына халықтың жүрегінен орын алып, мына жерде қаншама саланың азаматтарын көріп отырмыз. Сенің енді
алған сұхбаттарың енді халықаралық деңгейге жеттің. Мына Қырғызстанның жаңағы келген қонағымыз бар, үлкен азамат қызметтегі. Содан сұхбат алдың. Атынан Атүркейтін Сәлімбай мырзадан сұхбат алдың. Енді сондай үлкен дәрежеде жұмыс жасап жатсың. Нұрсейіттің тағы бір қасиеті, өзі сұхбат алған азаматтармен туысқан жекжат бауыр болып қалады. Нұрсейітті сұхбат берген адам Нұрсейітті жақсы көріп қалады. Нұрсейіт сол кісілерді түгелдеп, жағдайын сұрап тұратын азамат. Менен сұхбат алатын кезде мен өзі ел қайып қуып жүрсе, қайып мені қуып жүреді ғой негізі. Жаңа неше түрлі журналистер шығады, жаңа қайып жасау үшін, жаңа отбасымды, бала шағам түгелдеу үшін Нұрсейіт мен бермейтін сұхбат. Бір 6-7 жыл сұхбат бермей жүрдім. Сәбит аға, мен сізден сұхбат аламда халықтың көзқарасын өзгертем сізге деген деді. Құдайға шүкір, миллионға жуық көрсетілім болыпты, 2000-ға жуық комментария, соның ішінде жаңағы 99% халық жаңағы дұрыс пікір жазыпты. Нұреке, мынау енді қазақ журналистикасына, мынау қазақ контентіне, осы қазақ тілінде біздің елімізде осы біздің тілмен елдің мұңын айтатын, жырын айтатын, сырын айтатын, ел сүйіп тыңдайтын үлкен YouTube каналға айналды. Жемісті болсын. Осындай жеңісті күндерде кездесе берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті ардақты бауырларымыз, барлықтарыңызға қайырлы кеш дейміз. Қазақ елінде үлкен сүбелі сөз сөйлейтін, ірі іспен көзге түсіп жатқан азаматтардың барлығын көріп осы жерде қуанышты болып отырмыз. Әрине көп мәселені айта беруге болады, бірақ ағаларымыздан сөз қалмады деп айтсам болады. Жалпы біз көп жұмыс жасап жүрдік, көп сұхбаттарда беріп жүрдік. Бірақ осы Нұрсейіт Жылқышыбайдың сұхбатына қатысу керек деп бір жігіттер таныстырғанға дейін осы біздің не істеп жүргенімізді ешкім әлі түсінген жоқ. Әлі де бізді түсіне алмай келе жатқан адамдар бар. Жалпы осы жерде қазақ қоғамына қызмет жасап жүрген азаматтарды көріп отырмын десем болады. Солармен бас біріктіріп жатқаныма қуаныштымын. Нұрсейіт бауырымызға Алла разы болсын деймін. Бір мәселені байқап келе жатырмын. Бұрынғылардың алдында тұлғалар көп болған екен, бірақ оның артынан еретін халық болған жоқ. Қазіргі уақытта халық бар да, соларды бастап жүретін, соларға жөн көрсететін, ісімен дәлелдейтін тұлғалар аздау болып қалған сияқты. Бұл жаңа эмиграция деген үлкен шаруа бар. Мына халықтың ішіне қызмет жасайтын адамдарды сол елдегі халыққа күлкі қылып көрсетсең дейді, сол халық содан азып кетеді екен. Ал енді Нұрсейіт бауырымыз өзін кішірейте отырып, алдындағы тұлғаның тұлғалық қасиеттерін ашу арқылы жаңағы ағаларымыз айтқандай елдің көзқарасын өзгерте білдің. Сол жағынан үлкен алғысымыз шексіз. Ассалаумағалейкум, құрметті аға бауырлар, құрметті Нұрсейіт бауырым. Бүгінгі жасап атқан қуанышыңа қуанып келіп қалдық. Құтты болсын, еңбектерің, қуаныштарың бір өзіңнің. Нұрсейіт бауырыма мен сұхбат беріп, ондай біздің арамызда ештеңе жоқ. Біздің арамызда тек қана аға бауырлық, інілік, ағалық бар. Нұрсейіт өзің білесің, өзің жақсы көрем. Еңбегің жемісін көре бер. Жаңағы 500 мың болып жатса, ендігі тойыңда жаңағы миллионға келейік. Самый главный елге жасап атқан жаңағы қазақ елімізге жаңағы жақсылығымыз тие берсе, жақсылығымыз өте берсе, бәріміздің жаңағы істеп жүрген жұмысымыз сол болсын, елге, қазақ еліне. Құтты болсын қазақшылығың. Мынау енді өзің елге жақсылық жасап, елге қызмет жасап атқаннан кейін Астанаға көп келесің. Астанада ана гостиницада жатырмын дейсің, мына гостиницада жатырмын дейсің. Хабарласқан сайын сол Нұрсейіт бауырымыз гостиницада жатпасын деп, өз компаниям атынан бір пәтердің сертификатын беріп қойын деп тұрмын. Астанаға келген кезде өзің үйінде жатсың. Қошеметтеп қояйық. Кішкене бері қарап. Кішкене ортаға таман. Махат мырза ғой, қателеспесем. Не деген щедрый азаматсыз вообще. Қол соғып қошеметтеп қояйық, не деген. Ассалаумағалейкум, ел ағаралары. Жаңа Қырғызстаннан келген бауырымыз айтқандай, Нұрекеңе сұхбат беруге дұқ жеткен қазақтың рухты азаматтар жиналып отырсыздар. Алла амандығын берсін барлықтарыңызға. Нұреке, Сырым бауырымыздың үлкен сәлемі бар.
іссапармен келе алмай қалды. Енді уақыт көрсетеді. Алматыда жаздай пробка болды ғой, жақсы болды. Бір сұхбатты көріп тастаған жүйке жетіп аламыз. Үлкен ой солады сұхбаттарың. Шындықты айту керек. Осыдан бір 10 жыл бұрын қазақтың жігіттері, қазақтың рухты азаматтарынан сұхбат алады деген қорқыныш жағдай болатын. Қарындастарымыз айтып отыр ғой, артымызға түседі деп. Қазір Аллаға шүкір, көктемі желбіреп, өзіңдей қазақтың ұлдары шығып жатыр. Мынау жұртым жұтамасын деген бір бағдарламам бар еді. Соны қолға алып қарай жалғастырып, осы қазақтың ағалары, кәсіпкерлері қолдайды деген ойдамын. Бағың жана берсін, аттан түспе, аман бол. Ассаламалейкум барша қонақтар. Нұреке бауырым, осындай бір керемет кеш жасап, осы қазіргі таңда зиялы қауымдарды жинап, ағаларымыздың, бауырларымыздың басын қосып, осындай бір үлкен дүбірлі той жасап жатсың. YouTube каналында 500 мың адам сапалы болсын деп тілеймін бауырым. Потому что біздің қазақ даласында көп сөйлейтін адамдар емес, көп істейтін адамдардың саны көп болсыншы деймін бауырым. Сондай бір сапалы қазақтың саны көп болса, біздердің алатын белестеріміз жоғары болады деп ойлаймын. Бір-бірімізді жамандамайтын, бір-біріміздің артымыздан өсек айтпайтын, тек қана мақтап, қақтап, сондай бір жақсылықтың басына жетелеп жүретін жігіттерден болсақ, біздің ел біраз жерге жешеген көтеріледі деп ойлаймын. Аллах соны бізге нәсіп қылсын. Ана үлкен ағаларымыз біраз тілек айтып жатыр. Енді осы еліміздің іргесі берік болып, әр қазақтың баласы осы еліне жаны ашитындай болып, бір жақсы жетістіктерге жетуді бізге Аллах нәсіп етсін. Бауырым, өзің осы істеп жатқан кәсібіңе Алла береке берсін. Ұжымың осындай өзің сияқты жұмысына берік болған азаматшалардан болсын бауырым. Көп-көп рахмет. Осы ағаларымыздың қатарына қосып шақырды. Мен шын айтсам, мен үшін өте бір үлкен құрмет. Саған көп-көп рахмет бауырым. Енді осы жерде Ұлан ағамыз екеуміз ана жерде отырық. Қазбек бауырымыздың жағдайын естіген кезде Ұлан ағамыз бір вкратце бір әңгіме айтып жатыр да, соны біз действительно бұл өмірде сүрінбейтін тұяқ жоқ, әркімнің өмірінде басында әртүрлі жағдайлар өтеді. Бір Алла Тағала соны абыроймен, нағыз еркекше өтуді әр еркекке нәсіп етсін дейміз. Сондықтан енді мен Атыраудың жігіттерінің атынан осы ағамыз жер алып жатыр деді ғой. Сол жерге 1 миллион теңгемен бір көмектесек деген бір жақсы ниетіміз бар. Қабыл алсын дейміз. Мені осы уақытқа дейін қолдап келген, мені қамшылап келген, осы YouTube есімде бір 30 мың подписчик болған кезде 31-ші арнаны көріп отырсам, мал табу компаниясы деп айтып жатыр екен. Содан кейін мал табу компаниясына хабарласып, телефон номерін сұрап, Ербол ағаның үйіне бардым. Енді ондай дәу үйді көрген жоқпын өмірімде, бір 2000 квадрат шар мектеп па деп қалдым басында. Сосын Ербол ағам отыр, не бұйымтаймен келдің деді. Айттым, аға, мен операторларым осындай көмегін көрсетсеңіз, уақыт көрсетеді деген бағдарламаны жүргіземін деп. Сол кезде бетімнен қақпады, және де бетіммен қақпаған, мені қолдаған осы жерде барлық аға буындар тұр. Оның барлығына мың алғыс, бөліп жармайым, барлықтарыңызға басым дейім. Сол Ербол ағама сөз кезегін берсем рұқсат болса. Және де Ербол аға осы кештің өтуіне тікелей ұйытқы болған ағалардың бірі. Осы мен енді шыны керек, мынау Інжуге өмірі аяғын басып кіріп көрмеген екем. Осы жердің келіп, 70 адамға ақшасын төлеп, осы күні қонақтарыңды шақырт деген осы Ербол аға. Мың алғыс көке. Сіздің арқаңыз жиналымыз. Құрметті қалайық, тойымыз құтты болсын. Тойымыз деп тұрғаным бұл тойдың болуына әрқайсымыздың титтей осы үлесіміз бар. Болатын елдің баласы бірін-бірі батырым дейді, сол батырым деп жүре берейік. Нұрсейітінім, құдай бұйыртса мына егемен Қазақстан еліміздің егемен журналисті болып алға қарай шаба бер. Айтарың бітпесін. Осындай сыйлы азаматтардың арасында әрқашанда абыройыңды түсірмей, абыройыңды арттыра бер. Нұрсейіт, мынау құтты болсын. 500 мыңға жеткен YouTube каналында көрермендерің арқасынан нөлдер қосыла берсін. Құда қаласа бұдан да кейін дастарханда кездесе берейік. Мынау жаңа Қазақстан құтты болсын. Бір-бірімізді сынамай сыйлайық. Құда қаласа иншалла жұмысың ұзағынан бола берсін. Алла жар болсын.
Нұрсейіт бауырым, мына құтты болсын. Мына елге белгілі тұлғалардың басын қосып, осындай жылдық қорытындылап жатсын. Мына 500 мыңға жетіп жатыр. Енді 5 миллионға жетсін. Мынау айтылып жатқан тілектердің бәрі першионға шалынып, Алла жар болсын дейміз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мына Нұрсейіт бауырымыздың қуанышына жиналып отырған ағалар, сіздермен барлықтарыңызға танысып жатқаныма, осындай кеште отырғаныма қуаныштымын. Нұрсейіт бауырымыз ең алғаш осы уақыт көрсете шақырған кезде бағана қырғыз байкеміз айтып кеткен сияқты, расында да қорыққанымыз, команда бәрі қорқып, сол кезде айтқан болатын, бармаңыз тәге, қазір алатта испатчикқа бір сұрақтар қояды да, содан кейін барып ертең жүресіз деп. Сол кезде айтып бүйтіп келісім беріп, сон барған кезде ең бірінші кірген кездегі сұрағым, мен далбойып емеспін дедім. Осы сұраққа бірінші жауап беріп кетейін, басқаларын қоя бер дедім. Басқалар. Сонымен Аллаға шүкір сол жерде әкесіне көлік сыйлап, өйткені әкелеріміз, аналарымыз бар кезде, көзі тірісі кезінде осылай балаларының қызығын көркеткені және де тәрбиелік мәні болсын деп, сондықтан да сол кезде әкесіне көлік сыйлаған болатынбыз. Негізі Аллаға шүкір осындай қазақ деген нәрселердің бәрін қолдап жүреміз. Өйткені өзіміздің компания Q ол қазақ, For қазақ үшін тұлпар деген компания, автосалондар желісіміз. Сондықтан да енді жаңа квартира беріп жатыр, мәкеңдер, Алла разы болсын. Енді бізден бір тұлпар болсын деп 200-ка көлігін есік алдына әкеп қойдық, шығып көріп соны табыстасақ, егер рұқсат етсеңіздер. Toyota Land Cruiser 300 көлігі, соны қабыл ал бауырым. Егер рұқсат болса сыртқа шықсақ, Біз сізге сенеміз, өйткені сіз жаңа өзіңіз жауап бергендей ондай емессіз. 200 емес, 300 ғой, 200. Қазір Алла қаласа рестайлинг 200-ка, енді миллион подписчик болған кезде 300-ка көлігін Алла қаласа сыйлауға Алла тағалам нәсіп етсін. Және де 5000 ауыл, 5000 кәсіпкер деп Жақсылық Шүкемпіров атамыздың аманатын орындайық деп, өзіміз кәсіп саласында жүргеннен кейін ана жол ауылда Таскескенімізде үлкен той бергенбіз. Сол Таскескеніміздегі той көп адамның көңілінен шығып, осы аманатты ары қаратай жалғастырайық деп, Жақсылық Шүкемпіров атамыздың елдос балалары бар, жандос ағаларымыз бар, барлығымыз Астанаға барып қайтқанбыз. Ол жақта осы ұсынысымызды Берік Уәли мырзаға арнайы табыстап, ол кісі қабыл алып, өте жақсы кәсіпкерлердің басын қосатын және халықтың басын қосатын жоба екен деп, Алла қаласа осы президентіміз шақырып, сол Астананың төрінде Жақсылық Шүкемпіров атамыздың жекпе-жек сарайында үлкен форум өткізгелі жатырмыз, Алла қаласа. Сол форумда кезігейік, Алла қаласа. Бәріміз ауылдан шыққанбыз, ауылға қарай бүйрегіміз бұрып тұрады. Өзіміз Нұрсейіт бауырымызда ауылдың тумасы, осындай қазақтың қара домалақ, сары домалақ ауылдан шыққан балалары жетістікке жетіп, бір-бірін әрқашанда қолдай берсін. Өйткені сол кез келді, Алла қаласа. Сондықтан ренжімесеңіздер, рұқсат болса сыртқа шығып табыстап тастасақ көлігіне. Ер тойла, тәріңнен көлеңке кетсе, ер тойла. Үйде тірлік көп деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма. Далаң өрт жалмап өтсе, ер тойла. Жесір болып көңіл босаса, ер тойла. Таушыңына қарасаң таңдайсыма, бақыт деу қиын жалғыз басты мұндайда. Жер шарын шарлап бас енді ұғасың, құдірет тауып күш алсаң, ер туарсың. Туған ұлым бұл даланың еркегі болар, оларға міне керің тегі қонар. Бисмилля деп атқа қонар көкейіңде байғаты, табиғатында бар қайраты мен айбаты. Қайғаты жоқ қылар ашып етектерін, байлау қиын бұл даланың еркектерін. Көңіл қалай, көңіл бақыттарыңызға берсін, Алла бақыттарыңызға берсін.
Десе де біздің ортамызда кезінде Несіпбай Нәсенов батырымыздың, яғни баршамызға Режи Алмаз лақабатымен танымал көкеміздің әкесі келіп отыр. Қошеметтеп қояйық, Болатбек Нәсен көкеміз ортамызда. Қош келдіңіз ата. Бір ауыз тілегіңізді Нұрсейіт балаңызға қарап бағыттап, өзіңіздің ысқы ықыласыңызды, жылы лебізіңізді жеткізуге болады. Қош келдіңіз тағы да. Рахмет. Нұрсейіт, айналайын, жасы ұзақ болсын. Сен бүгін үлкен бір ғажап істеп жатсың. Жалпы сенің бағытың өте дұрыс. Сен қазір аз жылдың ішінде бүкіл қазақ халқына белгілі адам болдың. Қай жерге бармай Қазақстанның, анау Атырауға барайын, анау Қызылжарға барайын, алдымен сенің атыңды атайтын болды. Бұл сенің еңбегінің арқасы. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, ол жолда есектің құйрығын жусаң дарланба деген. А сенің жұмысың өте ғажап жұмыс. Жалғай бер ары қарай. Ал енді сенің арқаңда мынау қазақтың кәсіпкерлерінің жұлдыздарымен танысып отырмын. Жұлдыздардың ішінде бір шоғы. Қазақ даласында қазір жұлдыздар көп. Көбейеді. Әлі талай жұлдыз сендер шығарасыңдар. Көбінесін сен шығардың көпшілігін. Мен мысалы үшін мынау арада Жол Жақсынов деген жігітті 4-5 жыл бұрын, 7-8 жыл бұрын ғой деймін. Санаторий Алматыда көрдім, сонда айтып едім. Сен маған телефоныңды берші, бір саған айтатын ақылым бар деп. Жарайды деді, бермеді. Құнанбай жөніндегі фильміне мен керемет жақсы сөздер айтатын дедім. Бірақ іске аспады. Енді ол өзіне жолыққанда айтарым, бұл жерде айтпай-ақ қояйын. Сондықтан сол сияқты адамдардың бәрін жарыққа шығаруың сен үшін, олар үшін де бақыт, сен үшін де бақыт. Осы жолыңнан тайма, әрі қарай жүре бер. Сен мен үшін ғажап орден бердің. Қазір халық қаһарманы болдым, қазір социалистік еңбегері болдым. Өйткені Сары Алмастың әкесі деген бәрінен жоғары орден мен үшін. Халық қай жерге бармайын, мені Болатбек деп сыйламайды, ғылым докторы деп сыйламайды, профессор деп сыйламайды. Ойбай, сен 28 30 кітап, топ керемет кітаптар шығарыпсың деп сыйламайды. Сары Алмастың әкесі деп сыйлайды. Соған көп рахмет. Бақытты болыңдар. Ал мына жиналған азаматтар, азаматшалар, осы жолдан таймаңдар. Бірақ тілегім бар, кеуде көтермеңдер. Мен деген адам сасық адам құриды. Ақшаның жолын қумаңдар. Ақша адамды құртады. Бірде жетіп, бірде жетпей тұрғаннан артық өмір жоқ. Сондықтан да бүгін байыдым деп, ертең жүрген жолдастар лақтырып тастау дегендер де бар. Одан аулақ болыңдар. Шаман келсе, кішкентай балаға дейін сыйлау керек. Бұл жөнінде сендер Абай атаңнан үлгі алыңдар. Бәріңе жақсылық тілеймін, бақытты болыңдар. Талғат ағамыздың өзі көлік сыйлап қуантып жатыр, Мағат ағамыз пәтер сыйлап жатыр. Нұрсейіт, сен кәдім халық жағдайың жасап жатыр, қандай керемет. Менде YouTube ашсам ба деген бір ойлар мазалап, әйтеуір бүгін ұйықтай алмайтын сияқтымын точно. Енді десе де сыйға сыймен тіл қатайық деген ниетпен осында біздің осы кешке демеуші болған Махат ағамызға, Талғат ағамызға және Ербол ағамызға арнайы сыйлығымызды табыстауға, номинациямызды табыстауға рұқсат етіңіз. Ербол аға, мынау өзіңізге осы кешке демеушілік етіп, жалпы бұл кешке ғана емес, осы Нұрсейітке демеушілік етіп жүргеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Алғысты арнайы құжаттап, осындай бір дүние арқылы сертификат ретінде үйіңізде бір өзіңіздің жеке кабинетіңізде, жұмыс үстеліңізде тұратын әдемі бұйым ретінде сізге алып келдік. Табыстауға рұқсат етіңіз. Ардақты ағайын, ары қарай кеш жалғастырамыз. Егер мүмкін болса, тағы да назарыңызды бері қарай бұруларыңыз сұраймыз. Енді бізде 3 бірдей номинация қалды. Ол номинацияның иелерін анықтауымыз керек жедел түрде. Ол қандай номинация десеңіз, біріншісі ең көп қаралым жинаған бағдарлама. Ең көп қаралым жинаған шығарылым деп айтсақ
Жақсы шығар, экранға назар аударайық. Ең көп қаралым жинаған шығарылым қайса? 4-1 азамат ұсынылды. Біріншісі Нұржан Төлендиев, Алдараспан театрының директоры. Екінші Қайрат Нұрқаділов мырза, 1.900.000. Және Бағлан Әбдірайымов, жігіттер тобының солисті және Шаншар театрының директоры. Уәлибек Әбдірайымов, 2.200.000 қаралым. Сонымен өздеріңіз көріп тұрғандай жеңімпаз Уәлибек Әбдірайымов. Қошеметтеріңіз көкемізде ең көп қаралым жиналған. Келіңіз, Уәлибек Әбдірайымов. Жоғарыда айтқандай, тәтті әзілмен ащы шындықты жеткізіп жүрген көкеміз, халықтың ең сүйікті актері, әзіл саласының майталманы. Көке, қандай әсердесіз? Бұл жеңіске қол жеткізем деп ойладыңыз ба? Жалпы киім стиліңізге қарасам, үйден сенімді шыққан сияқсыз жеңетіңізге. Жаңа бізде театр бар ғой, мемлекеттік театр бар. Қазақстанда Жаңғыз театр, сатира театры. Сонда кейінгі кездерде реңіміз, шашымыз түсуіне байланысты бізде ана костюм жөнінде режиссер бар. Соны айту бойынша киінетін болғанбыз. Сол осылай киесіз, ана басыңызға бірдеңе орамалма тағып алмасаңыз, ана шағылыстырасы дегеннен киіп алдық. Бір мода қуып атқан жоқ майналайын. Просто режиссерлердің айтуы бойынша киініп алдым. Мына енді мен бұны алам деп ойлаған жоқпын. Бұл енді мына Нұрсейітпенен бұның ең алғашқы сұхбаттары мен болды ғой енді. Звездалардың ішіндегін айтып жатырмын мен. Я? Қалғандары бола берді жаңағыдегі. Соны енді ол біз семья жағымен де араласамыз бұнымен. Біздің тойларға келіп тұрады, біз нағылып тұрамыз, араласып тұрамыз. Сосын бұның бір осындай қуанышы болып жатқаннан кейін 500 000 подписчик жиналғаннан кейін енді нағып келмейміз. Ертең миллион болғаннан кейін бұл танымай кетуі мүмкін. Әзірше бара берейін дедім да мен. Ол енді мынау қалған жаңа Бағлан ба? Бағлан қайда жаңа? Иә. Тойға кетіп қалды ма? 2 Әбдірайымов түскен екенбіз ғой мына жерде. Енді оларда көп жинаған шығар, бірақ енді жұрттың бәрі кейіннен естідім. Мына бүйтіп ойлаған ғой, Шаншар театрында Уәлибек деп жазылған екен астына. Шаншар болады екен деп қалғанда, сөйткендағы бір Нұрсейіт деген жаңадан бір актер қабылдап, екеуі бір қойылым қояды екен деп ойласа керек деп ойладым мен. Рахмет. Мынау Шаншардың ең алғашқы ашылатын кезінде ешкім танымайды. Бізді ешкім танымайды. Біз не істедік? Шымкентский вариант жасадық. Концертімізге танымал адамдар шақырдық. Танымал әншілер Бақыт Шадаева, сол кезде Нұрлан Абдуллин, өңшең мықтыларды, Музартта енді шығып келатыр еді. Соларды көреміз деп бізді көреді олар. Сөйтіп кетіп, біз ең соңында Дамкіге шығып кеттік. Сол секілді мына Нұрсейітте біраз звездаларды шақырды, мықты адамдарды шақырттағы, өзі шығып кетті. Енді бұл басқа адамдарды шығарып жатыр. Мен кейінен Шаншардан біраз адамдарды шығардым. Басында мықты адамдар мені шығарып еді. Мен шамалы елге көрінейін деп тұрған уақытта, мен де біраз адамдарды сол сахнадан шығарып жібердім. Ол өтірік емес, мен мақтан тұрғам жоқ. Сол секілді Нұрсейітте біз поддержка бердік. Енді Нұрсейіттен сұхбат алғандардың біразы звезда болып жатыр. Танып жатырмыз. Мына жерде келді ғой, Талғат деген жігіттерді, Көңілбайды, міне сізден сұхбат алған. Та біраз жігіттерді мықты, кім Ербол деді ма? Ерболды бәрін енді танып жатырмыз. Сіздің сұхбатыңыздың арқасында. Рахмет, мынаған рахмет. Үйге төрге қойып қоямыз. Жылқышыбай десең бәрі танитын болып қалды қазір. Кеше сайлау өтті ғой, сайлау өткен кезде Жылқышыбайды іздеді. Көптеген кандидаттар. Жылқышыбай сұхбат алса, елдің бәрі танитын болып қалды аналарда. Сөйтіп мені ортаға салғандар болды. Мен бірақ Жылқышыбайға айтқан жоқпын оны. Бірдеңесін төлейік, бірдеңе жасайық, Жылқышыбай бізден сұхбат алсыншы. Бар арманымды айтам деп сөйтіп еді. Ей, байқа, мен оны арасына түсе алмаймын деп сөйттім. Міне бұның өзі жетістік. Құда қаласа, уақыт көрсетеді. Бұрын Совет үкіметінде уақыт деген үлкен программа болатын, үлкен телевидение болып кетті сол.
сол секілді уақыт көрсетеді деген әлі үлкен телевидение болады. Бұлардың подписчиктері көп. Үкімет егер ертең ойланса, осындай жігіттерді алып, телевидение ашып береді. Өйткені бұлар біледі. Екі-ақ адам болып, бүкіл ұлттық арналардың жасап атқан жобаларын бұлар жасап жүр. Екі-ақ адам. Рахмет. Сізге рахмет, көке. Рахмет, жеңісіңіз құтты болсын. Ерекше қуанып қалғаныңыз көрініп-ақ тұр. Құттықтаймын. Рахмет. Әрі қарай жалғастырамыз. Енді бізде тағы да бір номинация, ол батырдың көз жасы деп аталады. Атауларын бәрін Нұрсейіт қойған ау деймін, бір біліп тұр да остыр екен. Номинациялар табыстап алайық, одан кейін міндетті түрде кезек беретін боламыз. Батырдың көз жасы номинациясы бойынша үміткерлердің тізімін қарайық. Алдымен Көңілбай Шүкенов ағамыз ортамызда, арамызда. Қазақтың біртуар азаматы. Еркебұлан Шынәлиев, Бауыржан ағамызда, ортамызда Бауыржан Есебаев, Бақтияр Құдайберген мырза. Қателеспесем осындай еді. Сонымен Нұрсейітті көріп жатырмыз. Біраз адамды жылатқан екес. Жалпы жаңа айтып жатыр ғой, ерекше сиқыр бар, суына бірдеңе қосып бере ма, не айтады деп. Көрейік енді. Әрі қарай жеңімпаздың немесе осы номинацияға үміткерлердің өзінен сұрай жатамыз. Немесе сұхбаттан толық түсініп алуыңыз мүмкін. Батырдың көз жасы номинациясы бойынша жеңіске жеткен Олимпиада ойындарының жүлдегері Бейжің қаласында өткен Еркебұлан Шынәлиев, Шымкент қаласынан арнайы. Еркебұлан мырзаның өзі бүгін келе алмапты, жол түспепті, бірақ номинацияны жеңіп алған естісе тағы да бір жылайтынына сенімдімін. Орыс тілінде ең үздік сұхбат. Қателеспесем, Нұреке, сіз Өзбекстанға да бардыңыз, шекара асып, Сәлембой Байбатшадан сұхбат алдыңыз, ол кісіні бүгін көргіміз келіп еді. Белгілі себептермен жете алмай қалса керек. Оны да есепке алдық. Сонымен дәл қазір көретініміз орыс тіліндегі ең ерекше сұхбат номинациясы бойынша үміткерлер бізде бар. Сонымен үміткерлердің тізімін көрейік. Салим Абдувалиев, өзбекстандық абыройлы азамат. Арманжан Байтасов біздің арамызда бол. Михаил Казачков мырза және Василий Жиров, қателеспесем, Америка құрама штаттарынан арнайы алынған сұхбат. Кезінде қазақ барысы лақабатымен танымал болған спортшы, боксшы. Сонымен орыс тіліндегі ең үздік сұхбат номинациясы бойынша жеңіске жеткен азамат. Қуаныштымыз, ол кісі біздің ортамызда. Михаил Казачков мырза. Сіз қош келдіңіз. Мынау статуэтка сіз үшін. Қандай әсерде күтпедіңіз? Неге сізді таңдады деп ойлайсыз? Почему вас выбрал вот этот молодой человек, который называется Нурсейит? Не знаю. Я сам тоже не знаю. Вот хотел знать. Никто не знает почему. Я тоже удивлен. Болды, мен орысшам осымен бітті. Рахмет, көп рахмет. Михаил Казачков десе бүгінгі таңда барлығы дірете қалады. Көпшіліктің түсіне Михаил Казачков көретін болса, ертесі күні бар пітір садақасын беретін болған қазір. Сондай деңгейге жеткен. Ақиқатын айту керек. Сондықтан мен өзім жалпы шешімім емес, қасымдағы осы Ержан Шайжан деген, Рауан Оқас деген азаматтар Михаил Казачков алатындай жөні бар деді. Себебі бүгінгі таңда Миша расымен де оттан да судан да өтіп жатыр. Ол журналистика саласында оңай емес. Өткенде Тарғапастан бірақ шықты. Көп менің қазақ тіліндегі әріптестерім айтты. Михаилды көп қолдай бермей қой, ол бір 20 жыл арқалап бара жатқан азамат, ол бітті болды деді. Сол кезде мен айттым, енді жалпы әріптес болғаннан кейін әріптестік көзқарас танытуымыз міндетті. Оны бір Құдай біледі дедім. Міне Миша қазір ортамызда.
Аман болыңыз, құтты болсын. Қол соғып қошеметтеп қояйық, ардақты ағайын. Я тоже поздравляю вас. Енді жаңа таңғалып жатырмыз ғой, Нұрсейіттің өзі әрбір саланың үздіктерін басын бір арнаға тоғыстырып, бір әлеуметтік арнада тоғыстырып жүрген азамат. Таңғаламыз, кім қайдан келіп жатқан, жаңа жоғарыда ағамыз айтты, әр түрлі ұстанымдағы жігіттерді осы бір арнадан тоғысып жатқанын көреміз деп, тағы да ерекше алғы сөзін арқалап алып келген. Ортада Қазақстан діни басқармасы, яғни бас мүфтиіміздің өкілі Марат Бектажинов мырзаны ортаға шақырып, арнайы Нұрсейітке жолданған сәлемдеме бар екен, соны жеткізу үшін рұқсат болса. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, ардақты ағайын. Бүгінгі мына той құтты болсын. Жалпы енді біздің бас мүфти хазіретіміз іс-сапарда болуына байланысты өкінішке орай келе алмады. Өзінің үлкен аманатын бізден жүктеп жіберді. Осы Нұрекеңнің бағдарламасына біздің мүфти хазіретіміз де шығып сұхбат берген. Жалпы қаралымы өте жақсы болды. Енді барлығымыздың елеп атқанымыз бір терінің пұшпағы ғой. Халықты, қоғамды ізгілендіру, ізгі қоғамды қалыптастыру. Осы бағытта Нұрекеңмен жақсы бір сұхбат болды кезінде. Сол үшін мүфти хазіретіміздің ризашылығын білдіреміз. Қазіргі таңда әрбір қазақтың, әрбір қазақстандықтың санасы үшін талас жүріп атқан осындай бір ақпараттың тасқыны дамыған заманда бүгінгі біздің осындай бір алағұлаң қоғамды ізгілендіру үшін, парасаттандыру үшін, азаматтық қоғамды қалыптастыру үшін, ізгі демократиялық қоғамды қалыптастыру жолында осы Нұреке сіздің атқарып жатқан жұмысыңыз, сіздің ұжымның жұмысы өте қыруар. Сондықтан 500 мың деген ол бер жағы, әрине бұның артында үлкен еңбек жатыр, тынымсыз түндер жатыр. Лайым Алла тағала бұдан да үлкен биік белестерді нәсіп етсін иншалла. Сіздің халыққа береріңіз өте көп. Сізді мақтамаймыз, барлық мақтау Аллаға лайық. Сізбен тек қана мақтанамыз. Мынау біздің хазіретіміздің арнайы сыйлық, маған көмектесіп жіберсеңіз, ашып. Сіздің енді Алла қаласа әлгі YouTube беретін күміс табақшаңыз бар шығар, алтын табақшаңыз бар шығар, маржан табақшаңыз бар шығар. Мынау енді біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мүфти хазіреттің арнайы Алланың аяты жазылған жаңағы табақшасы, осыны қабыл алыңыз. Осындай бас мүфтиіміздің әдемі сыйлығын алып келгеніңіз үшін және жаңағы ізгі ниетпен жақсы тілектеріңіз үшін сіздің де иығыңызға шапан жауды жөн көрді жігіттер, қабыл алыңыз. Рахмет, елеп ескеріп, осы бір жиыннан табылғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Сонымен әрі қарай кешіміз жалғайтын болсақ, уақыт сәтіне байланысты дәл қазір бірнеше жандар тілек кезегіне шақырғым келеді. Құлақ түре отырыңыздар, естілмей қалмаңыздар. Келесі ақ тілектің кезегі Асхат Асан мырза. Ол кісі әрине Нұрсейіттің ұстазы, осы бір жолға баулыған азамат. Қанат Тілеухан мырза, ол кісі де Нұрсейіт бауырымыздың ұстазы. Және ортамызда отырған ағаларымыз Жанболат Мамай мырза, Инга Иманбай ханым, Аружан Дүйсебаева, Михаил Казачков мырза, және ЗТБ қазір үлкен бір жаңалық тарататын порталға айналды. Ол жаңалық порталының негізін қалаушы Марғұлан біздің ортамызда отыр. Марғұлан мырзаны ортаға шақырамыз. Ерболат Мұхаммеджан мырза, Артур Ізбасов және Құрманғазы Өтегенов. Келіңіздер, қадірлі есім аталған жандар, құрметті қонақтар. Келіңіз. Қош келдіңіздер. Сіздерге арнайы бір ойын дайындап қойдым. Десең қалжыңдай маға. Кәдімгі жалты қарадыңыз, ешқандай ойын жоқ. Әдемі тілекті кімнен бастаймыз деген сауал ғана бар. Кімнен бастаймыз?
Көке, өзіңізден. Бармысыздар. Мен енді Нұрсейіттің ұстазы болғанда енді Нұрсейітпен бір ай жұмыс істегенім, ол алғаш жаңа журфакты бітіріп келген кезі. Содан стажировка келді. Мен ол кезде Алматы телеканалында бір 2-3 ай жұмыс істеп кеткен, тура сол кезде болып қалды. Содан Нұрсейіт келе салды да өзінің кім екенін көрсете бастады. Күн сайын ұсыныс, аға мынаны түсірсек, мынаны істесек деп. Содан бір ай істеген соң ол көп нәрсені үйреніп алды бірден. Одан кейін ағам мыналармен жұмыс қалмайтын сияқты дейді. Ол жағын саспа, ол кезде мына қанаттар таң телекомпаниясына барып, сол жерде жаңа редакция құрып жатқан. Қанатқа звонить етдім, қанат жіберіңіз, көрейік деді. Содан кетті, бір айдан кейін, бір аптадан кейін қанат звонить етеді. Азекен маған бір күшті журналист жіберіпсіз ғой деп. Енді Нұрсейіттің күшті екенін уақыттың өзі көрсетті ғой. Сонымен қазір Нұрсейіт, мынау істеп жатқан тойың құтты болсын, жазылымың көбейе берсін, өрсің кеңейе берсін. Мынау осы өзің ашып, өзің еңсесін көтерген каналдың шаңырағы өзің көтерген биіктен түспесін. Ал қадірменді ағайын, бүгін Нұрсейіт мінекей қазақ контентінде, қазақ журналистикасында жарты миллиондық оқырман, көрермен жинап, үлкен жетістікке жетіп отыр. Бұл қазақ тілді контентте де үлкен арна ашуға болатынын, жаңа Рысбек ағамыз жақсы айтты, қазақша реклама тартуға болатынын, осының бәрін іспен дәлелдеді. Жаңа Асқат ағамыз айтып отыр. Нұрсейіт алғаш таң телеарнасына келген кезде қандай жұмысың бар деген кезде 1 теңге туралы сюжет жасапты. Сол 1 теңге туралы сюжет жасадым дейді. Сол мен таң қалдым, 1 теңге туралы не жасауға болады деп. Содан жаңағы 1 теңгенің тарихы, 1 теңгені қалай пайдалануға болады, оны кімдер лақтырып жібереді, 1 теңгені жинап бір дүние сатып алған, осындай бір өзгеше бір дүние жасап көзге түсті, репортаж жасады. Ақпараттық журналистикадағы ең ауыр жұмыс ол далада жүріп, камера көтеріп, микрофон ұстап, репортаж жасау, соның барлық мектептерінен өтіп, үлкен ютубта да осындай бастамаға, осындай үлкен жаңалықтарға жетіп отыр. Бастапқыда Нұрсейіт шыққан кезде көп сөздер болған, мынау бір хайп жасайды, тек қана осы бір әнші, әртістерден аспайды деп. Бірақ уақыт өзі арнасы айтқандай көрсетті. Қаншама саяси сұхбаттар жасады, қаншама әлеуметтік дүниелер жасады. Оның кейіпкерлері тек қана танымал тұлғалар ғана емес, қарапайым ютубтың өзінің көрермендерін алып шығып, ютубқа көрсету, бұл өзінше бір жаңа бастама, жаңа жол болды. Осы жерде қазір көріп, саясаттанушы Шалқар бауырымыз екеуміз күліп отырмыз. Мына жерде кім жоқ? Өнер адамдары да бар. Арон Атабек сынды қазақтың қайтпас, қайсар азаматы, солмен бірге отырған диссидент жігіттер де отыр, кәсіпкерлер де отыр. Нұрсейіт былай қараса бір дәнекер болып, Қырғызстаннан бауырымыз келіп отыр, мінекей бір туған. Солардың бәрінің басын қосып, жәрдемге қажет адамдарға жәрдемдесіп, бірін араластырып, осы бір қарға тамырлы қазақ дейтін сөздің бір іс жүзінде жүзеге асырып, осы бір барлық адамға өзінің көмегін, жәрдемін жасау, бір-бірімен тілдестіру, араластыру, осындай бір үлкен бір қайраткерлік істер жасады. Сондықтан Нұрсейіт мынау жемісің жей бер, осы бір қазақ журналистикасының осы бір табанды болуына, өсуіне, өркендеуіне еңбегін сіңе берсін. Ал енді Нұреке, мына 500 мыңға жетіп жатыр екен жазылушылардың саны. Бұл енді үлкен жетістік. Оны өз еңбегіңмен, өз дарыныңмен, өз талантыңмен, өзіңнің ізденімпаздығыңмен осындай үлкен биікке жетіп жатсың. Мына қаншама жақсы тілектер, жақсы ойлар айтылып жатыр. Және сондай ойды, жақсы сөздерді әр түрлі саланың адамдары келіп, осы жерде енді былай қарағанда
жай күндері басы қосыла бермейтін адамдар отыр осы жерде. Солардың барлығының басын қосып арасында көпір болып, дәнекер болып отырғанның өзі сенің осы қоғамда қандай абыройлы азамат екеніңді көрсетеді. Сондықтан мен жеке өз басым барлығымыз сыйлаймыз, құрметпен қараймыз. Мына өзінің еңбегімен, өзінің дарынымен жеткен азамат ретінде осы білеміз. Енді бізде былай ғой қоғамда. Сәл атағы шықса, әсіресе журналистикада жүрген қаншама азаматтар бар, қоғамдық ортада қанша жүрген азаматтар бар. Барлығы сол жаңағы ақырында билікті мақтай бастайды, билікті жағалай бастайды, бірі депутат болады, бірі басқа болады деген сияқты. Енді әртүрлі жігіттер бар, шындығы керек. Бірақ өзің осы жолыңнан таймай келе жатсың. Сондықтан осының өзіне үлкен құрметпен қарауға болады деп ойлаймын. Мына бүгін риза болғаным, мына Құрманғазы Өтегенов мырзаға қолдау көрсетіп жатсың, көмек көрсетіп жатсың. Осының өзі үлкен бір азаматтық іс деп ойлаймын. Үлкен бір жаңағы мына қоғамда бағалануы тиіс осындай іс-әрекеттер жасап жатсың. Сондықтан бұның бәрінің бағасын әлі де болашақта ала жатасың деп ойлаймын. Мына қазаққа үлкен қызмет ететін, үлкен биіктерде болатын кездерің, уақытың әлі де келеді деп ойлаймын. Сондықтан бұл тек қана бастамасы болар. Сондықтан тек қана үлкен табыстарға жете бер. Нұрсейіт Жылқышыбай деген, ол қазір енді мына кез келген сұхбатын алып қарасаңыз, үлкен осы қоғамдық ортада, ақпараттық кеңістікте енді хит болып жатады деп болады. Мысалға бір көп адам танымайтын кісілердің өзін шығарып, соның ойын ашып, пікірін халыққа жеткізіп, соны танытып жатсың. Біраз адамдар осы өзіңмен сұхбаттасқаннан кейін де кәдімгідей бір танымал болып жатқан жағдайлар бар. Сондықтан бұл енді бір қарағанда бір Қазақстанның енді мына телеарналарын енді сынап жүрміз ғой, барлығын білеміз сапасын. Сондықтан ол бір телеарнаның жұмысы өзіңнің мына YouTube каналыңа, өзіңнің жасап жатқан жұмысыңа жете қоймайды, шыны керек. Сондықтан өзің сияқты азаматтар телеарналарда болу керек бізде. Үлкен осы жаңағы мемлекеттік бір арналарда болу керек деп ойлаймын. Осындай бір жаңағы шындықты айту керек. Ақиқатты жеткізу керек. Сонда ғана бір дұрыстық болады деп ойлаймын. Сондықтан енді арнайы осы каналыңның дамуына жаңағы тілектеспіз. 500 мың деген ол тек қана бір меже, ары қарай миллион болсын, бірнеше миллион болсын, мұқым қазақ көретін бір үлкен осындай бір ақпараттық корпорация, ақпараттық бір агенттік болуына мен тілектеспін. Қайырлы кеш, құрметті ағайын. Нұреке, бүгінгі мынау кішігірім мерейтой, 500 мыңды мен жарты миллионды бұл финалдық меже деп ойламаймын. Өзіңіздің амбицияңызды, мақсат қоя білетіңізді бәріміз жақсы білеміз. Менің есімім Шалқар, тегім Нұрсейіт. Нұрекеңнің атын естіген кезде мен шынымен бір жылы қабылдағам, өткен енді өзінің тегім атамның аты болғаннан кейін енді қазір сирек кездесетін аттардың бірі ғой. Нұрекеңмен жалпы осы көбінесе Нұрекең сипаттаған кезде мен феномен деп айтам, өйткені мынау қазақ масс медиасында, оның ішінде YouTube'да өзіндік қолтаңбасы бар, брендке айналған бірден бір YouTube канал. Осыдан бір 2 жыл бұрын қызық жағдай болды. Серік Абашшаға ағамыз айтпақшы, пол звезда сезінген кезім болды. 2021 жылы сұхбаттастық. Одан кейін бір жылдан басам уақыт өтіп кеткен, 1,5 жыл. Бір Алматыда досымыздың құдалығына барғанбыз. Сіз құдалықтың арт шетінде құдалар жақтан бір кісі маған қайта күліп амандасып қоймайды. Мен ойладым, мұны ағамызды қайдан көрдім деп. Сөйтіп ұялып өзім барып қасына барып сұрадым, енді аға біз есіме түспей тұр, қайдан танысқан едік деп. Сөйтсем сен Нұрсейіт Жылқышыбайды бауырыңа итере берген адамсың ғой. Сөйтсем Нұрекеңді Ақтөбеден, ол кісі Ақтөбеде тұрады екен. Қарап тұрсақ, мынау Алматыдан Ақтөбеге дейін, шығыстан батысқа дейін, солтүстіктен оңтүстікке дейін бүкіл мынау қазақ азаматтары көретін бірден бір YouTube канал. Және мынау болашақта бізде Құдай қаласа аманшылық болса, демократияң бір таң атқан кезде сіздің YouTube каналыңыз жаңа Жәкең айтқандай бір үлкен ақпараттық агенттігіне, әсіресе мынау демократиялық қоғамдағыдай қоғамдық телеарна, қоғамдық масс-медианың бір беткестар ресурсына айналады деп үміттенем. Еңбегіңіз жана берсін. Мына жерде шынымен де бір уақытта басы қосыла бермейтін азаматтар келіп отыр. Бұл да бір сіздің қазір бұрын айтылып жүрген бір мода сөз бар ғой, көп векторлы саясат.
меніңше сіз талай дипломатқа өзіңіз үйрететін халдесіз. Сондықтан осы көпшілдігіңіз, ең бірінші бұл көпшілдігіңіздің көрсеткіші деп ойлаймын. Осы көпшіліктен айырылмаңыз. Көпшілік әрқашан тілекші жұрт болып жүре берсін. Отбасыңыз, жақындарыңыз аман болсын. Құдай қаласа тек қана жақсылықтарыңыздың куәсі болып, өзіңіз айтпақшы, бір-бірімізге демеу болып, тек қуанышта сүйінші сұрайтын жаңалықтар көп болсын. Шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет. Жаңа сіздерге айтып қалдым ғой, таксовать етіп жүріп, осы азаматпен таныстым деп, сол кісі жер беріп жатыр. Сол таксовать етіп жүріп, Алматы каналының жанынан өтіп бара жатыр. Мен Қазақ ұлттық университетін бітіргенмін, бірақ еш жерге жұмыс қалмады. Сол Алматы каналына бір бағым сынап көрейінші дедім. Сол кезде осы Асхат Асан ағамызға бардым. Сол кезде Асхат ағамыз менің бетімнен қақпай, Оң ТВ деген телеканалға бар, жақында ашылып жатыр. Арманжан Байтасов деді басшысы. Сол жерде Қанат Тілеухан деген азаматқа бағанағы сіздің бір теңге деген сюжетіңіз жіберем деді. Асхат аға, сіз арқылы Қанат Тілеухан деген ағамен таныстым. Қанат аға келіңізші. Себебі жақсының жақсылығын айт, нұр тасын дейді. Бұндай той күнде бола бермейді. Айтуым шарт шығар. Қанат Тілеухан ағама мың алғыс, басым дейім. Бәлкім Қанат мырза болмағанда мен ойлағам, ауылға барып мал бағам, ауылда жүрем деп. Ауыл деген жаман емес қой, түбі ауылға барамыз, бірақ дегенмен де Қанат аға менің потенциалымды ашты, жаманымды жасырып, жақсылығымды асырған азаматтардың бірі осы Қанат Тілеухан және де Қасым Аманжол. Сондықтан мың алғыс айтқым келеді. Рахмет сіздерге. Сізге көп рахмет. Алдағы уақыттарда осындай бір жиында ұстазым Нұрсейіт Жылқышбай деп бір жеткіншек шыққанын қалаймыз. Барлықтарыңызға басым дейіп, рахмет айтам, алғыс айтам. Үлкен рахмет, осындай үлкен бастарыңыз дейіп келіп отырсыздар, ең бастысы алтын уақыттарыңызды бөліп. Құрметті Досқан аға, мың алғыс сізге. Көп рахмет. Разымын аға. Шын жүректен, өзіңізден жалпы сұхбат алу менің арманым еді. Сол арманыма осыдан 3 жыл бұрын жеттім. Арада 3 жыл уақыт өтті. Досқан ағаға звондасам, аға мен балаңызбын ғой Жылқышбай десем, болды айда ғой тыңдап отырмын мен сен дейді. Аға осы күні міне келсеңіз рұқсат болса десем, бүгінге Досқан ағада 3-4 той қатарынан бар екен. Барлығын жиыстырып келіп отырсыз. Мың алғыс. Құрметті Рысбек аға, Алла жар болсын сізге. Құдай қолдасын. Алтынбек ағамызды мәңгі ұмытпаймыз. Қазақтың өкінішке орай маңдайына сыймай өтті. Заманбек ағамызды мәңгі ұмытпаймыз. Қазақтың маңдайына сыймай өтті. Жолан марқұм ағамызды мәңгі ұмытпаймыз, қазақтың маңдайына сыймай өтті. Бірақ міне өздеріңіздей ағаларым бар, ұлан ағам бар, міне Жолан ағамыздың туған ағасы. Мың алғыс келгендеріңізге. Енді есімдеріңізді атап айта алмасам, араларыңызда барлығын түгендеп кешірім өтінем. Осы жерде тағы бір айтатыным, Саралмас ағамыздың лақабатымен, енді ол кісіні барлығымыз білеміз. Әкесіне көп рахмет айтам. Құрметті әке, аманшылық болса, Құдай қаласа бір кісі уәде берген, есімін енді осы жерде айтайын ол кісінің. Ол кісі қазіргі таңда парламент мәжілісінің депутаты Данияр Қасқарауов деген ағамыз маған сұхбат берген. Сұхбат жарыққа шыққан жоқ. Режи Алмас ағамыздың әкесіне апарып таныстырғам. Таныстырудағы негізгі мақсатым ол кісіге мен сұрақ қойдым, аға, ел үшін, жер үшін не жасайсыз деп. Шамам келгенше барлығын жасауға дайынмын деді. Сұхбат болмай тұрып, сұхбаттың алдында айттым, аға, егер сұхбатқа келсеңіз, сол кісінің мазаратының жанынан басқа ұлт өкілдері өтіп баратқан кезде ыңғайсыз енді, сыртқы травентиндер құлап тұр, соны жасап бере аласыз ба деп ем, жасап берейін деді. Сосын міне арада 1 жыл өтті, ағамызға барып таныстырдым. Иә, жасайым деді. Енді Құдай қаласа осы эфирді көрсе, Данияр ағаға дұғай сәлем, өлі разы болмай тірі байымайды, айтылған сөз атылған оқ. Енді Құдай қаласа жасап береді деген ниеттемін. Көп рахмет келгендеріңізге. Мың алғыс, Құдай қолдасын. Жүз жасаңыздар, сіздердің абыройларыңызды аспандатып, Құдай қаласа ұятқа қалдырмай, мен шапқылап жүре берейін. Рахмет. Нұрсейіт өзіңе жаңадан бері қаншама тілек айтып жатыр, оның бәріне тілектеспіз, қосыламыз, өркіндей бер, дамый бер. Құдай қаласа 500 миллион подписчик жинады деген сәтте
бір 5 миллион халықтың басын жасап бір той бересің деген ниеттеміз, Құдай қаласа. Ал енді дастарханымызды қорытындылау үшін, әрі қарай жолға жету үшін, жолға қамдану үшін ортамызда отырған Болатбек Ақсақалдан рұқсат болса әумин деп батамызды алайық. Одан кейін жол жүрем дейтін жандар болса жол ашық деп айтуға дайынбыз. Әумин. Алақанымыз жайық, ардақты ағайын. Амин, бата беріп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла қуат берсін, Нұрсейіт. Өмірің ұзақ болсын. Еш уақытта жаманшылық көрме. Достарың көп болсын, қастарың жоқ болсын. Әр уақытта дастарханың мол болсын. Осы отырған адамдардың достардан айырылма, қастарға жолама. Әр уақытта жолың ашық болсын. Жасап жүрген қазіргі ісің ерлік, сой ерлігің ерлікке қосыла берсін. Бақытты бол. Барлық семья, бала-шағаңа жақсылық тілеймін. Отырған бәріңізге жақсылық тілеймін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Рахмет Ақсақал. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет.